Ассалаумағалейкум алашелі, қайырлы күн Қазақстан. Сәлем, қымбатты Түркістан телеарнасының көрермендері. Эфирде жаңа толқын бағдарламасы өз жұмысын бастайды. Эфир тізгінінде мен Қарлығаш Әзіретберген және менің әріптесім Нұрсұлтан Нәжілда. Ендеше қымбатты көрермен, біз сіздермен тікелей эфирде қайта қауышқанымызға шын жүректен қуаныштымыз. Өздеріңіз білетіндей, жаңа толқын бағдарламасы күнделікті тікелей эфирде сіздерге танымдық ақпараттар, қызықты түрлі факттер ұсынатындығы белгілі. Ал біз де бүгін сіздерге тағы да ерекше деректермен қанықтыру үшін өзіміздің су жаңа бағдарламамызды бастауға дайынбыз. Сонымен қатар біз енді бағдарлама басталғалы бері бағдарламамызда күн сайын көрермендерімізге күн сауалын жолдап тақырыптарды ұсынып жатамыз. Енді бүгінгі біздің ұсынатын күн сауалымыз жасанды интеллектіні қаншалықты жиі пайдаланасыз, жалпы пайдаланасыз ба? Сонымен қатар жасанды интеллектке батысқа қарасты көз қарасыңыз, ойыңыз қандай? Мінекей қымбатты көрермен, дәл осы сауал аясында білдіретін пікіріңіз болса, төменде көрсетілген байланыс номеріне өзіңіздің кері жауабыңызды білдіріңіз. Ал ақпарат айдынындағы ең соңғы өзекті жаңалықтармен бөлісейік. Жалпы отандық кілем өндіруші компаниялар жалпы тұңғыш рет халықаралық ірі көрмеге қатысты. Стамбулда өткен көрмеге Қазақстанда тоқылған кілемдердің түр-түрі қойылды. Әсіресе ұлттық нақыштағы кілемдер көрме қатысушыларының көңілінен шықты. Енді 20-ға жуық елден 400-ден аса компания қатысқан іс-шара әлемдегі ең ірі көрмелердің бірі болып саналынады. Бұл жерде өндірушілер өзара танысып қана қоймай, әлемнің әр түкпірінен келген сатып алушылармен келісім шарт жасасады. Енді кілем тоқу саласындағы инновациялармен де танысыпты. Сондай-ақ көпшілік көрерменге танымал оқушылар арасындағы 21-ші ғасыр көшбасшысы интеллектуалды сайысы араға бірнеше жыл салып, қайтадан телеэкранға қайта оралды. Әрине жаңа форматта хабар агенттігі мен республикалық ғылыми тәжірибелік дарын орталығы бірлесіп мега жобаны қайта жаңғыртуға кірісті. Жалпы жоба енді қалың көпшілікке, жас таланттарға үлкен бір мүмкіндік беретіні сөзсіз. Шынымен де сонымен қатар енді жас дарындардың білімдері мен қабілеттерін жалпы бұқараға көрсетуге мүмкіндік беретін телевизиялық жоба хабар агенттігінің 30 жылдығына орай өткізіліп отыр. Ең үздік 3 жеңімпазға еліміздің жоғарғы оқу орындарында оқуға грантқа түсуге мүмкіндік береді екен. Бәрекелді, сондай-ақ енді 21-ші ғасыр көшбасшысы сайысы өздеріңіз білетіндей қымбатты көрермен қаншама жас дарындардың бағын ашқан, ерекше өзінің ғылыми көзқарасы немесе ерекше білім иелерінің қатысуымен өтетін ерекше тартыс сайыс. Сол секілді интеллектуалды сайысқа жалпы қатысуға әрбір жас таланттың мүмкіндігі бар. Сол үшін де республикамыздың түкпір-түкпіріндегі шалғай елді мекендерден шыққан дарынды жас өспірімдер үшін үлкен әлеуметтік лифт болатынына біз сенімдіміз. Шынымен де тележоба алғаш рет 25 жыл бұрын ұсынылған болатын. Осы уақыт ішінде ол отандық телевизиядағы үздік жобалардың бірі ретінде де танылды. Енді бүгінде осы жобаға қатысқан көптеген жастар өз жолдарын тауып, әртүрлі салаларда кәсіби мамандар болып, өздерінің жолдарын тауып кетті десек те болады. Шынымен де дәл осылай қымбатты көрермен, бала жасынан білімге, ғылымға жақын болған жан қашанда елге, жұртқа қызмет атқаратындығы белгілі. Өйткені дәл қазір өздеріңіз білетіндей интернет заманы, мысалға жақында ғана шыққан Нұрлан Қоянбаев ағамыздың Қазақ әлемі фильмінде де ең негізгі айтылып жатқан оқиға осы. Шынымен де батыр бабаларымыз өзінің ғасырында жұрттан озып бүкіл әлемнің алдын орап жүрген болса, енді мына интернет заманында бізде қапы қалмайық. Өйткені бүгінгі күннің ең негізгі көмекші құралы жасанды интеллект. Дәл осы жасанды интеллект арқылы сіз қаншалықты жиі өзіңіздің жұмыстарыңызды, шаруаңызды орындайсыз, төменде көрсетілген байланыс номеріне өз пікіріңізбен бөлісе отырыңыз. Сонымен қатар енді біз бағдарламамызды жасанды интеллект айдарымен ашқымыз келеді. Бүгінгі бұл айдарымызда біз қандай жасанды интеллекттің көмегін пайдаланып біледі екенбіз, оны келесі бейне материалдан бірге тамашалайық. Армысыз көрермен, бүгін тағы жасанды интеллект туралы айтатын боламыз. Бүгінгі эфирімізде, яғни білім саласына қызметкерлерге арналған, яғни сабақ кестесін құруды көрсетемін. Ол үшін әрине тағы да ChatGPT-ге кіреміз. Осындай пайдалы промпты енгізетін боламыз. Сәлем, маған сабақ кестесін құру керек. Мектепте 40 мұғалім, 20 бастауыш сыныбы бар. Әр сынып әріптерге бөлінген. А, Б, С, Д сабақ 9:00-де басталып, 13:00-де бітеді. Әр мұғалімнің жүктемесі 16 сағаттан кем болмау керек. Осындай промпты енгіздім. Маған жасанды интеллект ойланып, қазір сабақ кестесін құратын болады. Көріп отырғандай жасанды интеллект маған қосымша сұрақтар қойып отыр.
яғни маған сабақ түрлерін сәйкесінше жазуды ұсынып отыр. Яғни мен сабақ пәндерін жазбадым, сондықтан мен мысал ретінде бірнеше сабақ пәнін жазып өтемін. Яғни бастауыш сыныптарда бізде дүниетану, қазақ тілі, сәйкесінше мүмкін ағылшын тілі, қателесу мүмкін, бірақ одан бөлек дене шынықтыру дейік. Өзіңіз осылай барлық сабақ түрлерін жазып кетсеңіз болады. Мен тек қазір 4 сабақты жаздым. Маған жасанды интеллект осы сабақтарға негізделіп сабақ кестесін құрып отыр. Қосымша маған сабақ кестесінің негізгі қадамдар, яғни әр пәнге сағаттарды бөлу туралы ұсынып отыр. Сондықтан да мен бұл жерге тағы да есептейміз. Яғни қазақ тілі аптасына 4 рет. Осылайша қайталап жазып өтемін. Өздеріңізде мысал ретінде жазсаңыз болады. Дүниетану аптасына мүмкін 2 рет. Ағылшын тілі аптасына 3 рет. Осылай көрсеттім. Яғни тағы да промпт жаздым. Маған жасанды интеллект тағы да келесі үлгілер ретінде кесте ретінде маған сабақ тізбесін мен шығарып отырмын. Мұны дүйсенбі, сейсенбі, сәрсенбі, бейсенбі, жұма күнге арналған сабақ кестесін шығарып отырмын. Керемет емес пе? Дәл осылай сіз кабинет санын көрсетсеңіз болады. Енді қай кабинетте қай сабақ өту керектігін. Ол үшін тағы да жасанды интеллектке промптқа, яғни кабинеттер мысалы 401, 405, 406, 407 деп мен мысал ретінде 4 кабинетті көрсетіп өтейін. Кабинетке сабақтарды бөл. Мінекей, менде кабинеттер 401, 405, 406, 407 осыларға сабақтарды бөл деген жаңа промпт жаздым. Маған жаңартылған кабинеттермен бекітілген сабақ кестесін үлгісін көрсетіп отыр. Керемет емес пе? Дәл осылай өзіңізде осындай пайдалы промпт енгізіп, сабақ кестесін оңай жасауыңызға болады. Назарларыңызға рахмет. Келесі кездескенше. Мінеке қымбатты көрермен, жасанды интеллекттің сізбен бізге беймәлім дәл осындай ерекше тұстары да бар. Шынымен де адамзат баласына үлкен көмекші екендігі айтпаса да түсінікті. Сондай-ақ енді біз бүгінгі бағдарламамызда ерекше тақырыпқа тоқталғымыз келеді. Бұл қандай тақырып десеңіздер, бұл енді түркі халықтарының ортақ музыкалық аспаптары жайында айтайық. Өйткені түркінің бай мәдениетінің бір бөлігі музыкасы. Оның ішінде музыкалық аспаптары қай халықтың болмасын, өзіне тән ерекше аспаптары бар. Бірақ түркілердің арасында ортақ пайдаланылатын аспаптар жиі кездеседі. Әрине, түркі халықтарының музыкалық дәстүрлерінде көптеген ұқсастықтарымыз бар. Мысалы, қазір біз кеңінен таныс домбыра немесе қобыз сияқты аспаптар түркі әлемінде көптеген халықтардың музыкасына тән. Домбыра әсіресе қазақ, қырғыз, өзбек және түрік халықтарында да өте кең таралған аспаптардың бірі болып табылады. Сондай-ақ қобызды алсақ, бұл аспап негізінен қазақ пен қырғыздардың арасында танымал болғанымен, оны түркі халықтарының басқа да өкілдері өз музыкасында пайдаланған. Бұл аспаптың таңғажайып дыбысы мен тарихы әрине әртүрлі мәдениеттерде әрқилы ұштастырылады дегенмен де, мысалы түркі мемлекеттерінде қобызға ұқсас аспаптар өте көп. Одан бөлек көптеген түркі халықтарының арасында күйсандық да ортақ аспап болып табылып жатады. Ол музыкалық шығармаларды орындауға кеңінен қолданылады. Күйсандықты қазақ, өзбек, қырғыз және тағы да басқа түркі халықтары өздерінің дәстүрлі музыкасында жиі пайдаланады. Сонымен қатар түркі халықтары да бұл аспапты өз мәдениетінде сәтті пайдаланып келеді десек те болады. Дұрыс айтасың, Қарлығаш. Осылайша жалпы түркі халықтарының ортақ музыкалық аспаптары бір жағынан олардың мәдени байланысын нығайтса, екінші жағынан әр халықтың өзіндік ерекшелігін сақтауға көмектеседі. Өйткені әрбір аспаптың өзіне тән орындау ерекшелігі, оны тартатын адамның шеберлігі мен шығармашылық көзқарасы әртүрлі болады. Қорытындылай келе, түркі әлемінің ортақ музыкалық аспаптары әртүрлі халықтардың бір-бірімен мәдени алмасуын және бірлігін де көрсетеді. Бұл аспаптар арқылы ұрпақтан ұрпаққа мұра болып келе жатқан музыкалық дәстүрлер бүгінгі күні де кеңінен қолданысқа енді десек те болады. Шынымен де дәл осылай жалпы түркі халықтарына ортақ музыкалық саз аспаптарының
ортақ болуы бұл әрине түбі бір тарихымыздың айқын көрсеткіші. Дегенмен де үлкен бір ерекше факт, мен шынымды айтсам осы арнайы отырарға барған сапарымызда сол жердегі гид маманның аузынан естіген ақпарат бойынша енді негізі жер бетіндегі көптеген, тіпті енді жалпы деп айтсақ болады, шекті аспаптардың атасы бұл Әбу Насыр әл-Фараби бабамыз болуы мүмкіндігінде тұжырымдар бар. Сондай деректеріміз бар ғой тарихта. Шынымен де тарихқа үңіле берсек көптеген ақпараттардың көзін аша түсеміз десек те болады. Сонымен қатар енді біз түркілерге ортақ музыкалық аспаптың бір сарынын ғана сіздерге айта өттік. Алайда біздің әріптесіміз дайындаған арнайы бейне материалдан түркілерге ортақ тағы да қандай музыкалық аспаптар бар екенін бірге білетін боламыз. Қымбатты көрермен, эфирде жаңа толқын бағдарламасы. Біз бағдарлама басталғалы бері сіздерге мәдени жаңалықтарымызды ұсынып жатырмыз. Сонымен қатар мәдени ақпараттарымызды ұсынудамыз. Ендігі кезекте адамның денсаулығына байланысты ақпараттарымызды өздеріңіздің назарларыңызға ұсынғымыз келеді. Ендеше Қарлығаш, мен әңгімені жалғай кетейін. Жалпы шаштың ағаруы адам өміріндегі табиғи өзгерістердің бірі. Бірақ оған қатысты пікірлер мен көзқарастар әртүрлі. Сол үшін де дәл осы шаштың ағаруына қатысты сіздерге ғылыми деректер ұсынайық. Енді шаштың ағаруы көбінесе қартаюдың белгісі болып саналынады, бірақ қазіргі таңда көптеген жас адамдардың да шашы ерте ағара бастаған екен. Енді кейбіреулері бұл процесті ерте бастан байқаса да, ол жай ғана табиғи құбылыс болып қалатын ұмытпауымыз да керек. Ал кейбір мәдениеттерде ақ шашты байлықтың, ақылды адамның белгісі ретінде санайды. Мысалы, біздің халқымызда ақ шаш үлкен тәжірибемен өмірлік ұстанымның символ ретінде қарастырылады. Шынымен де ақ шаш тек қарттықтың ғана емес, сондай-ақ өмір жолында жиналақталған тәжірибенің, ақыл ойдың да көрінісі. Көбіміз, әсіресе жастар, ақ шаштың әртүрлі сұлулық пен сән үлгісінде де қолданып жүргенін байқадық. Мысалы, бүгінгі таңда сән әлемінде табиғи ақ шашты бояусыз көрсету трендке де айналып кеткен. Мінекей қымбатты көрермен, дәл осылай ақ шаштың пайда болуы негізі табиғи құбылыс. Бір жағынан енді денсаулықта, организмде болып жатқан өзгерістің бір түрі болуы мүмкін. Нақтырақ енді біздің әріптесіміз дәл осы тақырыпты зерттеген болатын. Олай болса, арнайы дайындалған бейнематериалға кезек берейік. Берейік. Сен әлі жассың ғой, шашында ақ шаш пайда болыпты. Солай ма? Көп пе? Әр жерінен бар, он шақты. Осы ақ шаш неден шығады екен? Ақ шаштың пайда болуы әрбір адамның өмірінің бір кезеңінде кездесетін табиғи процесс. Әдетте көпшілік ақ шаштың көбеюін қарттық пен немесе уайымның көптігімен байланыстырып жатады. Ал егер жас болсаңыздар шашыңыздың ағара бастағанын байқасаңыз, оған әртүрлі нәрсе себеп болуы мүмкін. Ақ шаштың пайда болуы 50 жасқа жақындаған уақытта байқалады. Бұл кезеңде ағзадағы пигмент өндіретін клеткалар саны азая бастайды. Сол себепті шаш түсін жоғалтады. Бірақ соңғы жылдары жастар арасында да алғашқы ақ шаш пайда бола бастады. Көп жағдайда 30 жасқа дейін бұл үрдіс байқалуы мүмкін. Ал бір ақ шашты жұлсаңыз, оның орнына тағы да ақ шаш шығады деген түсінік тек аңыз. Оның саны өзгермейді. Дегенмен шашты жұлмау керек. Өйткені бұл шаш түйінін зақымдап, бас терісінде түрлі мәселелердің туындауына себеп болуы мүмкін. Сондықтан бір ғана ақ шашты байқасаңыз, оны қайшымен қиып тастау ең дұрыс шешім. Шаштың ағаруына әсер ететін бірнеше негізгі фактор бар. Олардың бірі жас ерекшелігі. Себебі қартаю процесі барысында ағзадағы пигмент өндіру азаяды. Ал генетикада маңызды рөл атқарады. Кейбір адамдарда ақ шаш өте ерте пайда болуы мүмкін. Сонымен қатар күйзеліс пен депрессияда ағзаның және шаштың күйіне әсер етеді. Мұндай жағдайларда қан айналымы нашарлап, шаштың түсі өзгереді. Егер де сізде жас кезіңізден бастап ақ шаш шығып жатса, егер де оның мөлшері аз болатын болса, ол қорқынышты нәрсе емес. Егер тым көбейіп кеткен болса, онда міндетті түрде дәрігерге барып көрінгеніңіз дұрыс. Негізі ақ шаштың шығу себептері генетикалық жағдайға болуы мүмкін, ішкі организмнің жағдайына байланысты болуы мүмкін, сонымен қатар витаминдердің жетіспеушілігінен де болуы мүмкін. Дәрумендер мен минералдардың жетіспеушілігі де ақ шаштың ерте пайда болуына себеп болуы мүмкін. Мысалы, B12 дәруменінің тапшылығы осыған ықпал етеді. Ауруларда шаштың жағдайына әсер етеді. Анемия, жүрек, бүйрек, асқазан ішек аурулары ерте ағаруға алып келуі мүмкін. Сондай ақ шашты жиі және дұрыс емес бояу да ақ шаштың пайда болуына себеп болады. Агрессивті химиялық бояуларды қолдану шаштың табиғи пигментін жоғалтуына ықпал етеді. Ақ шаштың санын азайту үшін үй жағдайында түрлі маскаларды қолдануға болады. Табиғи ингредиенттермен дайындалған маскалар шашты сау әрі әдемі етіп сақтауға көмектеседі. Майсана майы, коньяк, пияз, сарымсақ және бал сияқты өнімдер шаштың күйін жақсартуға, ақ шаштың көбеюін тоқтатуға көмектеседі. Ақ шаштың пайда болуы табиғи процесс болса да, онымен күресу немесе оны жасырудың көптеген әдістері бар. Әрқайсысы үшін өзінен ыңғайлы тәсілді таңдауға болады.
Қымбатты көрермен, эфирде жаңа толқын бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Қымбатты көрермен, жалпы бағдарлама барысында біз сіздерге әртүрлі тақырып аясында қызықты деректер ұсынып жатырмыз. Дегенмен негізі адам жанына ерекше демалыс сыйлайтын ең оңай терапияның бірі бұл әрине музыка тыңдау. Шынымен де музыка әр адамның өмірінде бір ерекше орын алатын дүние десек те болады. Сонымен қатар психологиялық тұрғыда да музыка тыңдау адамдардың көңіл күйін көтеруге өзіндік бір септігін тигізеді екен. Сондай-ақ ғалымдар ұсынған дерек бойынша негізі адам жүрегінің соғу реттілігі бұл әрине құлағында ойнап тұрған музыканың темпіне тікелей қатысты болуы мүмкін. Сол үшін де қымбатты көрермен, қашанда өзіңізге жағымды музыка ерекше әсер сыйлайтынын ұмытпаңыз. Жаңа толқын бағдарламасы. Сол үшін де біз сіздерге күнделікті ерекше әртүрлі бағыттағы әндер ұсынамыз. Шынымен де музыка әр адамның өмірінде маңызды орын алатын өнердің түрі десек те болады, ал бұл өнерді балаларға үйрететін ұстаздардың да еңбегі ерекше. Әрине, музыка пәнінің ұстазы жалпы балалардың шығармашылық әлемін аша алатын адам. Олар тек қана енді ән айтуға үйретіп қана қоймай, балалардың жалпы эмоциялық дамуына, музыкалық талғамының қалыптасуына да ықпал етеді екен. Музыка пәні жалпы баланың білім алуына, рухани байлығының зор болуына өзінің әсерін тигізеді. Енді музыка пәнінің ұстазының қандай қасиеттері болу керек? Ол ең алдымен шығармашылық шыдамды және балалармен тіл табыса білетін болуы керек. Себебі әр баланың музыкалық қабылдауы әртүрлі және ұстаз олардың әрқайсының жеке мүмкіндіктерін ескере отырып жұмыс істей білуі де қажет. Сондай-ақ музыка пәнінің ұстазы балаларды өнер әлеміне қызықтыру үшін жаңа тәсілдер мен әдістерді қолдануы тиіс. Мысалы, қазіргі таңда цифрлық технологияларды пайдалану арқылы музыка оқытуда кең тарала бастаған. Сондай-ақ бұл оқушылардың шығармашылық әлеуетін одан әрі дамытуға кең мүмкіндік ашады. Шынымен де жаңа технологиялар мен әдістер музыка пәнінің ұстаздарына үлкен мүмкіндіктер аша алады. Мысалы, музыкалық қосымшалар мен онлайн ресурстар арқылы оқушылардың музыкамен танысу процесі әлде қайда қызықты әрі интерактивті болуы да мүмкін. Қорыта айтқанда, музыка пәнінің ұстаздары бұл балалардың жүрегіне өнердің құдіретін ұялата алатын нағыз шебер мамандар. Олар болашақ ұрпақтың рухани дамуына зор үлес қосады. Сондықтан мұндай ұстаздарды әрқашан құрметтеп қолдау көрсетуіміз тиіс. Шынымен де музыка маманы болу өте қиын. Сонымен қатар балалармен де жұмыс жасауда бір жағынан қиындық тудырады десек те болады. Енді әр балаға әртүрлі жаңағы жұмыс жасау керек болып жатады ғой. Енді біз музыка пәнінің мұғалімі ретінде бекерден бекер сөз қозғаған жоқпыз. Себебі біздің Түркістан облысында тұратын Қапарбек есімді музыкадан сабақ беретін арнайы ұстазымыз да бар екен. Ендеше дәл осы ұстазбен тілдесіп айтқан әріптесіміз дайындаған бейнематериалға кезек берейік. Мен енді 1964 жылы 1 желтоқсанда Қазығұрт ауданында дүниеге келдім. Сол мұғалімдер отбасында дүниеге келдім. Сома 1981 жылы әйтеуір мектептің табалдырығын аттадық. 71 жылы мектептің табалдырығын аттадық. Сома 1981 жылы ол жерді бітірдік. Сол жұбайымыз екеуміз 1 класстан мектепке бірге бардық, бірге бітірдік, кейін институтты бірге оқыдық. Солай өмір жолы қосылып, Мұхтар Әуезов атындағы, ол кезде технологический еді ғой, әзір Мұхтар Әуезов ол кезде технологический еді. Соның строительный факультетіне түсіп, соны бітіріп шықтық. Солман өмір жолыменен мектепке айландырып келді. Айланып келгенде әкеміз мектепте істеген болған екен. Сол ұстаздық жолы бізге тура келіп тұр екен. Алланың есімінен сол ұстаздық жолына түсіп, ұстаз болдық. Әзір міне Құдайға шүкір 30 жыл болды. Мектепте, садикте істеп жатқанымыз, осы балабақшада мектепте істеп жатқаныма. Өнерге деген құштарлық мен өзім ойлаймын. Әкем мектептің директоры болды 20 жылдай. Үйде кішкентай кезімізде отырған кезімізде үйге домбыра тартушы еді әкем кеп. Домбыраны өте жақсы тартушы еді әкем.
сол әкемізден өткен болу керек музыкаға деген құмарлық та. Сол кішкентай әкемізден көріп домбыра тарттық. Үлкен ағам мандолды жақсы тартушы еді. Одан кейін мандол тартатын болдық. Сонан жас кезімізде әйтеуір ол кезде біздің уақытта барлығы гитара ұстаушы еді ғой, гитара. Екінің бірі гитарамен өлең айтушы еді. Сонан гитарамен өлең айтып жүріп, сонан ауылдан мирас тобы құрылатын болды ансамбльден. Немістермен араласып тұрушы қой біз енді ол кезде. Сол кезде бір қазақтың эстрадалық ансамблі керек болып жүрген кездер ғой. Сол кезде бір қызығып, қазақтың мирас деген эстрадалық ансамбль құрылды. Сонан өмір жолым сол музыкаға деген қызығушылық сол кезде содан басталып кетті. Тоқырау уақытысында институт бітіріп келген кезде ол кезде әйтеуір Алланың қалауы сол шығар, строительныйды бітіріп келіп, строительныйды істеп жүрген кезімізде ауылға қайтуым керек болды қаладан. Сөйтіп жұбайымызбен ол кезде үлкен бір қызымыз бар, қызымыз екеуміз ауылға қайтып келген кезімізде осы жерде мектептің директоры Ардақ апай деген мектептің директоры еді ол кезде апайымыз. Сол апайымыз осындай музыкадан хабарың бар, неше жыл музыкада жүрсің ғой, мектепте музыкант керек деп мектепке шақырды. Сонымен мектепте, садикте музыка пәнінің мұғалімі болып кеттік. Енді балдардың кішкентай кезінен мен өзім ойым балдарды кішкентай кезінен елге жаңағы еліне деген бір сондай бір махаббатын несін жауапкершілігін күшейтуіне ма келе салып бірінші әнұраннан бастау сол кездегі басталды. Сонан әнұран айтқан кезде балдар енді кәдімгідей өзі елін сүйетін сондай бір не пайда болады деген ойым, менің ойым сондай да. Сосын әр сабақты келген кезде музыка пәнін әнұраннан бастау керек деп өзім шешіп отырмын да, солай шешкенімді. Үлкен бір жетістікке жеткен бір оқушыларымыз жоқ, бірақ облыс көлемінде түрлі марапаттар алып, аудан көлемінде түрлі марапаттан алған шәкірттеріміз бар көп. Әлі бірақ республика көлеміне шыққан жоқ ондай шәкірттер. Үйдегі апайымызбен танысуымыз болды, өте оңай болған. Бірінші класстан садиктен бастадық, бірінші класстан бірге оқыдық. Сосын институтта технологическийде бірге оқыдық. Сонымен білмеймін, сол достығымыз ары қарап махаббатқа жалғасып кетті. Сонан 1985 жылы екеуміз отбасы құрдық. Содан мына 3 бала, бір қыз, 12 немере көріп отырмыз әзір. Әкенің қоғамдағы рөлі өте үлкен деп ойлаймын. Енді айтып атады ғой, қанша мектеп бір әкенің тәрбиесін бере алмайды депті. Мен өзім біз әкенің тәрбиесін көріп өскен баламыз, енді бәріміз әкеміздің бізге бір залымдық қылып, бір қатал болған жерін байқаған емеспін. Бірақ әкемізге қарап сөз айтамаушы ек, білмеймін. Әкеміз бір нәрсеміз керек көп бір зат бір не қылатын болсақ, дереу анамызға айтып, анамыз арқылы шығушы ек әкемізге де. Біз бірімізді ұрсып, бірімізді бір ондай неған байқаған емеспін. Бұл дегенде сол әкеге деген бір балдардың сол кездегі бір құрметі шығар. Әзірде мына Аллаға шүкір балдарымыз әкешім деп тұрады, ешқандай сөз қайтармайды. Әкенің қоғамдағы несі өте үлкен деп ойлаймын. Өзімді жақсы әкемін деп айта алмаймын енді. Оны ел біледі ғой, ел айтады. Бірақ балдарымды, қыздарымды, қызымды бәрінің өздерінің өмір жолын тауып бердім деп ойлаймын бәрі. Енді бәрібір балдар бәрібір мектепті бітіреді, жас өспірім кезі, өзі өмір жолын өздері бірден тауып кете алмайды ғой бәрібір. Ол мына жол саған дұрыс болады, мына жол саған дұрыс болады деп 3 балама да өзім, қызыма да 3 балама да өзім таңдап берген мамандығын. Сенің мінезің мына мамандыққа тура келеді, сенің мінезің мына мамандыққа тура келеді. Әзір Аллаға шүкір барлығы өзінің мамандықтарын тауып, өздері үйлі жайлы бала шағалы болып, өсіп өніп жатыр. Аллаға шүкір. Қымбатты
Қымбатты көрермен, эфирде жаңа толқын бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Бағдарлама басталғалы бері біз сіздерге қызықты танымды ақпараттарымызды ұсынудамыз. Жалпы жер бетінде адамзат баласынан құпия, жалпы жер шарынан құпия ешнәрсе жоқ шығар. Сол үшін де кез келген сәтіңізді қосымша ақпараттарға толтырып, ең бастысы өзіңіздің өмір сүруіңізді жеңілдететін факттерге негізделген түрлі ақпараттар ұсынуға біз дайынбыз. Өйткені қымбатты көпшілік дәл қазіргі таңда жасанды интеллекттің адамзат баласына жалпы тигізген пайдасы өте үлкен, зор деп айта аламыз. Себебі кез келген тақырыпта, кез келген қиындықта көмектесетін дәл осындай қосымша құралдың пайда болуы адамзат тарихындағы ең бір ерекше резонанс тудырған ғылыми жарылыстардың төңкерістердің бірі. Шынымен де сонымен қатар жасанды интеллекттің көмегімен енді пациенттердің қан үлгісін зерттеу арқылы диагноз қоюға да болады дейді ғалымдарымыз. Мінекей қымбатты көрермен, жасанды интеллекттің тағы бір ерекше қыры, сондай-ақ енді дәстүрлі диагностика қалай жасалатынын білесіздер, және ол көбінесе ауру асқынғанда анықталады. Әлемде жыл сайын 200 миллион адам осы құртын жұқтырады екен, және оның 300 мыңы ажал құшып жатады екен. Енді ғалымдар жалпы жасанды интеллекттің көмегімен ауруды ерте диагностикалау емінің тиімділігін арттырады және дерттің кез келген түрін алдын алады деген болжам бар. Енді осы тұста қымбатты көрермендер, біз сіздердің назарларыңызға бүгінгі күн сауалымызды тағы да бір мәрте ұсынғымыз келеді. Жасанды интеллектіні қаншақты жиі пайдаланасыз, сонымен қатар жасанды интеллектіге деген көз қарасыңыз қандай? Енді Нұрсұлтан, біз күн сауалын көрермендерімізге жолдаудамыз. Енді бүгінгі күн сауал мен өзіңе де жолдағым келеді. Жасанды интеллектіге деген көз қарасың қалай жалпы? Мен енді жасанды интеллектті қарсымын, басқам демей-ақ қоямын. Міндетті түрде бұл біз қарсы болғанмен тоқтап қалатын дүние емес. Дегенмен бірақ кейбір студенттердің, жалпы оқытушылардың, мұғалімдердің айтуы бойынша қазіргі таңда оқушылар, студенттер дәл осы жасанды интеллектке әбден үйреніп алған, былайша айтқанда жатып алған. Сол үшін де олар артық еңбектенгісі келмейді, ізденгісі келмейді. Кейде осындай бір жалқаулыққа ұшыратуы мүмкін, ал кей кезде уақытты ұту үшін міндетті түрде ең оңайы осы жасанды интеллект арқылы өзіңді толғантқан мәселе табуға болады. Ал мен енді өзім өмірімде бір-екі рет қана қолданып көргем. Интеллектуалды жобаларда күрмеуі қиын болған сұрақтарды шешу үшін сол өзі шынымен де көмектескен. Бірақ кейбір ақпараттары шынайы емес. Онда ескеру керек. Дұрыс айтасың. Ал сен неше рет пайдаланып көрдің? Мен де енді күнделікті өмірде жиі пайдаланамын деп айта алмаймын. Енді кейбір кезде менің өзіме қызық болып кетеді. Жасанды интеллект осы сұраққа қалай жауап бере алады екен деп. Сынап, солай пайдаланып көрем. Мінекей қымбатты көрермен, дәл осылай өздеріңіздер жасанды интеллектті қаншалықты жиі пайдаланасыздар, өздеріңіздің пікірлеріңізбен бөлісіп отырыңыздар. Себебі жасанды интеллекттің сізбен бізге белгісіз, немесе сіз байқаған артықшылығы бар шығар, немесе сіздің көзіңізге түскен кемшілігі бар шығар. Сол жайында өзіңіздің пікіріңізбен бөлісіңіз. Сіздің пікіріңіз біз үшін қашанда маңызды. Қымбатты көрермен, телеэфирде хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге ақпараттық, сауықтық жаңа толқын бағдарламасы. Енді осы орайда Қарлығаш, саған бір сұрақ қойғым келіп тұр. Жалпы жер бетіндегі ең ұзақ өмір сүретін жануар қандай екенін білесің бе? Енді бұл қызық сұрақ екен. Шынында да енді табиғатта өз ерекшеліктеріне ие көптеген жануарлар бар десек те болады. Ал кейбіреулерінің өмір сүру ұзақтығы адам өмірінен де ұзақ екен. Мысал келтіретін болсақ, теңіз тасбақаларының кейбір түрлері 150 жылдан аса өмір сүре алады екен. Бұл сөздің әрине қосылмасқа шарамыз жоқ. Себебі ғалымдардың айтуынша ең ұзақ өмір сүретін жануарлардың бірі Гренада аралында мекендейтін теңіз жыландары. Олар 200 жылға дейін өмір сүре алады. Тіпті кейбір зерттеулерде олардың өмір сүру ұзақтығы 250 жылға дейін жетеді деген де тәмсілдері бар. Жердегі ең ұзақ өмір сүретін сүтқоректі туралы айтатын болсақ, ол ақ киттер өте қызықты жануарлар. Олар 200 жылға дейін өмір сүре алады екен. Бұл киттер өздерінің өмір бойы білім мен тәжірибесін ұрпақтарына беріп, теңізде сан ғасырлар бойы өмір сүреді. Олардың дауыстары мен әндері теңіздерде таңғажайып үндерді қалдырып жатады. Бұл табиғаттың тылсым дүниесі шексіз екендігін тағы да бір дәлелді. Сондай-ақ ұзақ өмір сүретін жануарлардың өмір сүру дағдылары мен қоршаған ортаға бейімделуде өте қызықты зерттеу талап ететін тақырып. Өйткені әр жануардың өз ерекшеліктері мен шекаралары бар, бірақ олардың өмірге деген бейімділігі өте алуан. Дәл солай, осы ұзақ өмір сүретін жануарлар туралы білу біздің табиғатқа деген құрметімізді арттырады. Олар табиғаттың теңдессіз шеберлігі мен әсемділігін де көрсетіп жатады. Енді қымбатты көрермен, біз осы табиғат әлемін бірге зерттеп, қызықты жаңалықтармен бөлісуді жалғастырамыз. Сондықтан да сіздердің назарларыңызға арнайы дайындалған бейне материалымызды да ұсынғымыз келеді. Әлемде неше түрлі қызық бар. Сіз адамнан да ұзақ өмір сүретін жануарлар туралы естіп пе едіңіз?
Теңіз қолтрауындары, олар ең ұзақ өмір сүретін жануарлар қатарына жатады. Қолтрауындар әдетте 70 жыл өмір сүреді. Дегенмен Аустралияның Грин аралындағы Маринленд паркінде Кассиус атты қолтрауын бар. Оның жасы 120-да. Ұзындығы 5,5 метрді құрайды. Оны 1984 жылы аулап алған. Содан бері аталған паркте өмір сүруде. Кассиусты 2011 жылы Гиннестің рекордтар кітабына енгізген. Сейшел тасбақасы. Жалпы тасбақалар аз өмір сүрмейді. Әсіресе Сейшел аралдарындағы тасбақалар кем дегенде 150 жыл өмір сүреді. Бірақ Джонатан есімді тасбақа биыл 192 жасын атап өтеді. Мамандар оның жасын 200-ден асып кеткен болуы мүмкін деген болжам айтуда. Бұл тасбақада Гиннестің рекордтар кітабына енген. Джонатан Атлант мұхитының оңтүстік бөлігіндегі Әулие Елена аралында өмір сүреді. Теңіз қызыл кірпілері. Олардың өмір сүру ұзақтығы 200 жыл. Орегон университетінің мәліметінше, қызыл кірпілер солтүстік Американың жағалауында өмір сүреді. Ал ең ұзақ өмір сүретін түрі Британдық Колумбия мен Канадада. Олар 200 жыл өмір сүреді. Гренландық киттер. Олардың өмір сүру ұзақтығы 200 жылға жетіп жығылады. Бұл киттер әдетте солтүстік жарты шардың полярлы аймағында өмір сүреді. Ұзындығы 20 метрге дейін барады. Кейбірінің салмағы 150 тоннадан асады. Гренландық киттер 200 метр тереңдікке дейін сүңгіп, онда 40 минутқа дейін тұра алады. Киттердің жасын мамандар көздеріндегі ақуыз мөлшерінен біледі екен. Егер көздері бұлыңғыр тарта бастаса, киттер қартайды деген сөз. Бақылаушылар олардың көздерінің дұрыс көрмеуінен теңіздегі қатпарларға соғысып қайтыс болады деп болжап отыр. Гренландық киттер ғана емес, акулалар да ұзақ өмір сүреді. Олардың арасында 250 жыл өмір сүретіндері бар. Прагада өткен конференцияда ғалымдар балықтардың тіпті қартаймайтынын атап өткен. Эксперттер жасы 60 пен 200-дің аралығындағы 23 акуланы зерттеген. Сонда олардың метаболизмі жылдар бойы еш өзгеріссіз жұмыс істейтінін анықтаған. Осының нәтижесінде де акулалар мен балықтар ұзақ өмір сүруі мүмкін деген болжам бар. Түтік құрттары. Олар 300 жылға дейін өмір сүреді. Омыртқасыздар отрядына жататын құрттар теңіз түбін мекендейді. Ғалымдардың айтуынша, түтігіндегі бактериялар химиялық қоспалардан қант түзеді, ал құрттар сол қантты жейді. 2017 жылы The Science of Nature журналында мақала жарияланды. Онда түтік құрттардың Мексика шығанағын мекендейтін түрлері 200 жыл, ал кейбірі 300 жыл өмір сүреді делінген. Мұхитты мекендейтін куахок моллюскалары. Олар 500 жылға жуық өмір сүреді. Бұл моллюскалар Атлант мұхитының солтүстік бөлігін мекендейді. Ұлыбританияның Уэльс ұлттық музейінің мәліметінше, 2006 жылы Исландиядан табылған моллюска мамандардың анықтауы бойынша 507 жаста болған. Бұл моллюскаға Мин деген есім берілген. Себебі ол Қытайда Мин династиясы үстемдік құрған кезеңде, яғни 1499 жылы туылған. Суық суда куахок моллюскаларының метаболизмі баяу қызмет етеді. Сондықтан олар 507-ден де ұзақ өмір сүре алады дейді мамандар. Қымбатты көрермен, тікелей эфирде хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге ақпараттық сауықтық жаңа толқын бағдарламасы, сондай-ақ бүгінгі эфир тақырыбы жасанды интеллекттің сізге тигізген пайдасы қандай? Шынымен де бұл тақырыпты біз күн сауалы ретінде көрермендерімізге ұсынудамыз. Сонымен қатар өзімізге де осы сауалды тағы да бір мәрте қойғымыз келеді. Негізінен жасанды интеллектінің, яғни дәл қазіргі уақытта ChatGPT-дің адам өміріне еніп кеткелі соншалықты адамдар өздерінің өміріндегі миында жүрген сауалдарында осы ChatGPT арқылы сұрап жатады. Сонымен қатар менің өзімде мысалға түскі ас кезінде, кешкі ас кезінде не дайындасам болады, рецептері қандай деп осылай ChatGPT-ден сұрап отырамын. Тіпті жаңа ақылдасып отыр дегенге де келеді ғой, кеңес сұрап. Негіз тамақтардың рецептін тура көрсете ме? Негізінен дәл шығарып береді, 100 грамм, 25 грамм деген секілді қылып. Нақты өлшемдермен. Бәрекелді, мінекей қымбатты көрермен, менің әріптесім секілді дәл осындай ChatGPT-ді өзіңіздің пайдаңызға жаратыңыз. Себебі түрлі бағыт бойынша ол жерде ұсынылған ақпараттар өте қолжетімді және өте ең бастысы ерекшелігі де сол шығар, өте жылдам жауап қайтарады. Сол үшін де енді тек қана пайдалысын пайдалану керек, өйткені үнемі тек қана ChatGPT-ге жүгіну бұл тіпті кейде сіздерді жалқаулық қалып келуі мүмкін. Дұрыс айтасың, Нұрсұлтан. Сонымен қатар енді ChatGPT дегеніміз бұл адамның өміріне шынымен де еніп кетті. Менің өзіме де кейбір кездерде ChatGPT өте бір қызықты сұрақтарыма жауап беріп, осылай өзімді алдаймын десем де болады. Негізі Қарлығаш, мынау сен айтқаның маған өте үлкен ақыл болды. Неге десеңіздер, енді мен
бұрын соңды 1-2 рет қана тамақ істеп көргем. Тамақ істедім деуге келмейді. Бағымды сынап көрдім. Мен енді бір сорпа істегім келсе, қою болып кетеді. Енді бір қою тамақ істегім келген күні су көп болып кетеді. Сол үшін де енді қандай ингредиентті қандай мөлшерде қосу керектігін дәл осы ChatGPT ұсынған рецепт арқылы анықтауға болады екен. Қымбатты қыз-келіншектер, әсіресе қымбатты жігіттер қауымы енді үй жағдайында тамақ дайындағыңыз келсе, менің әріптесім секілді осындай ChatGPT-дің көмегінде жүруге болады. Сонымен қатар қымбатты көрермен, яғни әйелдер қауымы дәл қазір сіздер өздеріңіз осы ChatGPT-ді алып, түскі асқа немесе кешкі асқа не дайындасам болады деген сауалды қоя аласыздар. Ал біздің қаламызда орналасқан 1465 мейрамханасының бас аспазы ешқандай да ChatGPT-дің көмегіне жүгінбейді, өйткені өз ісінің үздігі. Олай болса, арнайы дәл осы аспазбен дайындалған дастархан айдарына кезек берейік. Қайырлы күн көрермен, Түркістан телеарнасында дастархан бағдарламасы және сіздермен мен 1465 мейрамханасының бас аспазы Садырхан Нұрбол қазақы тағамдарды сіздерге қалай жасалатынын ұсынатын боламыз. Жалпы өздеріңіз білетіндей, баклажан деп танылып кеткен салат. Біздің нұсқамызда қазақы тағамдар болғандықтан біздер заманауи үлгіде де ұсынамыз қазақ тағамдарды. Жалпы біздің миссиямыз кезінде қалып кеткен тағамдарды жарыққа шығару және қазіргі нарықтағы, қазіргі мейрамханалардың мәзірінен кездесетін тағамдарды қазақы стильде, заманауи стильде ұсыну. Оның бірі біздің баклажан салаты. Баклажан салатына кететін өнімдерді сіздерге таныстыра кетсем, бұл жерде бізде негізгі өнімнің бірі баялды, одан кейін және құрт, тәтті қышқыл соусы және черри қызанақтары. Бұл жерде бізде екі нұсқасы бар. Черри қызанақтардың біреуі балғын қызанақтарымыз және екіншісі қақталған қызанақтар. Бұл жерде жасалатын өнімнің барлығы өзіміздің қолдан табиғи өнімдер болып табылады. Ешқандай дүкен сөрелерінен алынған өнімдер емес. Және негізгі өнімдердің бірі бұл құрт тұздығы. Және барлықтарыңыз білетіндей, баклажан салатын көбінесе дүкен сөрелерінен алынған соустармен әзірлейді. Бірақ біздің мақсатымыз, миссиямыз ондай емес. Біздікі осындай өнімдерімізді, өзіміздің қазақы өнімдерімізді қолдана отырып, заманауи үлгіде ұсыну. Бірінші өнімімізді алатын болсам, бұл жерде біздің баклажанымыз. Баклажан деп үйреніп қалғанбыз, бірақ баялды деп айтқан кішкене өзіміздің стиле сияқты қазақы баклажандарымызды жақсылап ашып аламыз. Көп жағдайда мейрамханаларда ашпай қолданады. Біздің нұсқамызда бұны ашып қолданылған дұрыс сияқты, себебі піскеннен кейін қаттырақ сезім болмайды, өте нәзік болып сезіледі. Баялды өздеріңіз білетіндей дәрумендерге өте бай болып табылады. Және көбінесе тещий язик деген тағамдарды әзірлей бермей, бұны қазір сіздерге ұсынатын боламыз. Біздің нұсқамызда бір баялды жетеді. Қазір сіздерге мейрамханамызда қалай турайтынын көрсетіп берейін. Бірінші орында жаңағыдай хвостик басын алып тастаймыз. Одан кейін баялдымызды турап бастаймыз. Мейрамханамызда осылай турайды. Баялдыдан бір үлкен лайфхак айта кететін болсам, дүкен сөрелерінде екі түрлі крахмал кездеседі. Соның ішінде көбісі картоп крахмалын қолданатын болады, бірақ біздің нұсқамызда жүгері крахмалын қолданатын боламыз. Себебі картоп крахмалы өзіне қатты болып қалыптасып, түйіршік болып қалады. Ал
ақ жүгері крахмалы бұл жерде ондай түйіршіктерді өзіне тартпайды және жеген кезде де бір ерекше бір сезімге бөлейді, қытырлап. Келесі бізде баялдымызды осындай бөлме температурасындағы суға салып қоямыз. Себебі ол баклажан қуырылған кезде баклажанның ішіндегі жаңағыдай суын маймен қуырылып кетіп қалмас үшін осындай су қосамыз. Суға салу уақытысы 10-15 минут жетеді. Және тұздауды ұмытпаймыз. Баклажанымызды турап, осындай суға салып қойдық. Және біз келесі орында майымызды қыздырып әзірлейтін боламыз. Кез келген май қолдансаңыздар болады. Бұл жерде тек қана мейрамханаларда жалпы барлықтарыңыз білетіндей фритюрный масло дейді ғой. Фритюрный масло емес, бұл жерде үйдің де жаңағыдай пісте майына қуырсаңыздар ешқандай зияны жоқ. Құрметті көрермен, бізде бұл жерде майымыз қызып жатыр. Оған дейін сіздерге қызықты ақпарат айта кетсем, жалпы бұл жерде біз құрт өнімдерін қолданамыз. Жалпы қазақ халқы ағы бардың бағы бар деп, осы сүт өнімдерін ерекше құрмет тұтқан, себебі бұл тіршілік арқауы. Жалпы өзіміздің дастарханымызда өте бір орын алатын тағамдардың бірі, және өздеріңіз білетіндей ірімшік өнімдері шығады, сүт өнімдерінен құрт өнімдері шығады, шұбат өнімдері шығады, және қымыз, әртүрлі өнімдер шығады. Ішсең сусын, жесең тағам болып есептеледі. Майымыз қызып қалды. Дайын тұрған баялдымызды, суға салынып тұрған баялдымызды сүзіп алып, жүгері крахмалына айналдырып дайындап қойсақ болады. Ешқандай баялдымызды судан шығарғаннан кейін қағаз өнімдерін қолданып құрғатпасаңыздар болады. Себебі бізге ешқандай құрғақ баялды керек емес. Қуырылған кезде өзі маймен бірге шығып кетеді. Көп жағдайда енді баклажанды крахмалсыз қуырады, жалпы неше түрлі панировочный сухариларда қуырады, бірақ біздің нұсқамызда осындай крахмалды қолданамыз. Ең ішінде лучше топовый дейді ғой, жалпы айтқанда. Осы топовыйлардың бірі осындай крахмалда қуырамыз. Жаңағыдай қытырлақтығында ұзақ сақтайды. Баялдыраларымызды кішкене қағып алсақ болады. Себебі қуырған кезде қалың түйіршіктерге айналып кетуі мүмкін. Құрметті көрермен, біздің майымыз қызып болды. Крахмалға аунатылған баялдыларымызды майға сала берсек болады. Жалпы баялды қуыру үйдегі бауырсақ қуырумен бірдей ғой енді. Келесі безендіруімізді бастайық. Құрт сүзбесін аламыз. Және бұл жерде болып жатқан оформленияның бәрі, безендірудің бәрі осылай мейрамханамыздағыдай безендіретін боламыз. Құрт сүзбесін жағамыз.
құрт сүзбесін жасадыңыз, одан кейін қызанақтарыңыз бар. Әрине бұл жерде біз черри қызанақтарын қақталып өзіміз жасаймыз, қақталған қылып. Бұның да жолын айта кететін болсам, үйде жалпы айтқанда пеш бар ғой, көп жағдайда жаңа духовка дейді, газдың астындағы. Сол ішіне 40 градус, 50 градус печканы қосып қойып, 5-6 сағат кетеді енді уақыт. Осындай черри жасауға болады. Бұл жерде біздер ол кезде мариновкасіне көп ингредиенттер қоспаймыз. Тек қана тұз, бұрыш, май және өздеріңіздің талғамдарыңызға байланысты орегано деген специялар қолдансаңыз болады. Егер орегано жоқ болса, ешқандай қорқудың керегі жоқ. Тұз, май, бұрыш үшеуімен маринадтап 40-50 градусқа 5-6 сағат көлемінде салып қойсаңыздар, сіздерге осында қақталған черри қызанақтары дайын болады. Жалпы ас үйдегі ас үйде де көптеген өнімдерді осылай қолдан шығарсаңыздар болады. Себебі дүкен сөрелеріндегі жалпы заводтық пакетте орналасқан заттарды көп қолданбауды ұсынамын. Себебі оның ішінде артық заттар болуы мүмкін, сіздің ағзаңызға зиян. Сол себептен өте осындай қолдан шыққан өнімді қолданғанымыз жақсы ғой жалпы. Отандық өнім дейді. Міне баялдыларымыз дайын болды. Және біздер баялдыларымызды сүзіп аламыз. Келесі бізде баялдыларымыз қуырылып дайын болып қалды. Одан кейін осындай үйдегі қағаз салфеткаларды алып, артық қуырылған кездегі сіңірген майды алып шығарып тастауымыз керек. Баялдымызды осылай сүзіп алдық, және артық майларын осындай қағазға сіңіріп, ары қарай артық майларын алып тастаймыз. Себебі қуырылатқан кезде бізге артық майдың дәмі керек емес. Плитамызды өшірдік. Келесі бізде безендіру. Безендіргенде жаңа өздеріңізге көрсеткендей астына құрт сүзбесін жақтым. Одан кейін біздер қуырылған баялдыларымызды әдемілеп оформить етуге болады. Құрметті көрермен, баялдыларымызды қойып болдық. Одан кейін біздерге салатынымыз бұл жерде черри қақталған қызанақтары. Черри қақталған қызанақтары кәдімгі қызанақтарға қарағанда қышқыл болып келеді. Соғысымен ерекше, жалпы тағамға бір ерекше қышқылдық дәм береді. Жалпы мен өзім аспаз ретінде осындай өнімдерді, мысалы бұндай қызанақтарды көбінесе мейрамханалар сатып алады, себебі бұған уақытсы кетеді. Көптеген, мысалы 5 сағат, 6 сағат уақытты үнемдегісі келеді да сатып алады. Бірақ маған сеніңіздер, бұл жерде біздің черри қызанақтарымыз ол дүкен сөрелеріне қарағанда өте табиғи эффект береді. Және біздер келесіде осындай черри балғын черриларымызды алып безендіретін боламыз. Салатымызға өте бір жағымды дәм береді. Артық болады. Келесі бізде балғын черриларымызбен де әсемдейміз. Көріп тұрғандарыңыздай бірдей черри қызанақ түрі, бірақ біреуі бұл жерде қақталған, біреуі балғын. Екеуінің дәмі де ерекше. Мысалы, балғын черри қызанақтары бізге
тәттілік дәм берсе, ал қақталған черри қызанақтары ондай тәттілік дәм бермейді. Құрметті көрермен, алдарыңызда черри қызанақтарын салып болғаннан кейін бізде основной этаптың бірі бұл бізде соус жағамыз. Бұл жерде қандай соус деп сұрап тұрсаңыздар, өздеріңіз білетіндей, жалпы енді көбінесе орысша сөйлегім келіп тұрған жоқ, қазақ тағамдар дайындап жатқаннан кейін. Бірақ енді сіздерге айтайын, бұл sweet chili соусы дүкен сөрелерінде кездеседі. Бұны қолдан шығару енді үйде қиынырақ болады. Сол себептен біздер дәмін идеалға дейін жеткізіп, бұл жерде ішіне қоспалар қосамыз. Не қоспа деп сұрайтын болсаңыздар, по секрету айтайын енді, кішкене кинза қоссаңыздар, тәтті қышқыл соусының өзінің ерекше бір дәмі шығады ары қарай. Соусымыз міне алдарыңызда қытырлақ баялыларымыздың үстіне құятын боламыз. Мейрамханаларда осылай безендіреді. Біздің нұсқамызда бұл жерде асбұршақ, жалпы айтқанда горохтың кішкентай түрі. Жалпы горохқа қарағанда бұл дәлелденген ғылыми 10 есеге пайдасын жақсы береді. Сондай горохтармен біздер безендіреміз. Баялды бастығымызды. Көрермен енді соңғы өнімдерімізді қоса кететін болсақ, бұл жерде бізде құрт, ұнтақталған құрт. Жалпы шетел тағамдарында, мысалы, паста дейміз ғой, жалпы сол пастаның үстіне пармезан себеді, пиццаның үстіне пармезан себеді. Көп тағамдарына, мысалы, шетел тағамдарына пармезан, сондай сүт өнімдерін қолданады. Біздер де сол аспаздар ретінде осы қазақы мейрамханаларда қазір байқап жататын болсаңыздар, тағамдардың шетіне безендіруге құрт сеуіп атады. Ол дегеніміз, біз уже пармезандарды жалпы шеттетіп, өзіміздің отандық өнімді мәзірге қосып жатқанымыз ғой. Бұл жерде енді құртымызды алып, жаңағыдай салатымызды безендіретін боламыз. Құрметті көрермен, аздаған уақыттың ішінде міне баялды салатымыз дайын болды. Жалпы бұл ыстық тіске басар ретінде де қонақтарыңызға, жалпы өздеріңіз отбасыларыңызға тәтті тіске басар ретінде ұсынсаңыз болады. Ал міне ешқандай артықшылығы жоқ. Мейрамханаларда да осылай міне құртты безендірдік, баялдымызды қытырлақ қылып қуырдық, үстінен осындай соустарымызды әсемдеп, жеңіл, желпі, ешқандай қиындығы жоқ. Осылай үйде дайындасаңыздар болады. Сіздермен бірге болған мен 1465 мейрамханасының бас аспазы және Түркістан телеарнасының дастархан бағдарламасын жүргізуші Садырхан Нұрбол. Келесі кездескенше құрметті көрермен, және сіздерге алдағы уақыттарда осындай қазақы қалып кеткен тағамдарды да ұсынатын боламыз, және заманауи үлгіде осындай салаттарымыз да болады, тіске басарларымыз да болады. Біздермен бірге болыңыздар. Олай болса көрермен, сіздермен пайдалы кеңеспен бөлісе кетейін. Біздің нұсқамызда баялды салаттарына кететін баклажан, яғни айта кетсек, бұны таңдаудың жолдары. Баклажанды көп жағдайда дүкен сөрелерінде, базарларда, жәрмеңкелерде осындай баклажандарды үлкен алғанды құп көріп жатады, немесе кішкентайын алғанды көріп жатады. Біздер, менің кеңес беретінім, сіздер үлкеніне де кішкентайына қызықпаңыздар, себебі олардың іштері бос болуы мүмкін. Баклажан таңдаған кезде оны жақсылап қысып көретін болсаңыздар, өзінің іші бос болмаса, онда сізге тура сол баклажанды таңдау керек. Себебі үлкен баклажан таңдап қойсаңыздар, оның іші бос болып, сіздің пайдаңызға жарамауы мүмкін. Құрметті көрермен, осындай баклажандар, орташа баклажан таңдап, оны жақсылап ұстап көрулеріңіз керек. Себебі жұмсақ болмау керек. Жалпы қатты баклажандар таңдаудан қорықпаңыздар. Көп жағдайда сатып алушылар баклажандарды қаттылығынан қорқып піспеген деп ойлап жатады. Жоқ, керісінше босын алмаған дұрыс. Бір пайдаңызға жарасын.
Я қымбатты көрермен, тікелей эфирдегі хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Сіздермен бірге ақпараттық сауықтық жаңа толқын бағдарламасы, сондай-ақ бүгінгі эфиріміздің алғашқы құрметті қонақтары ортамызға келіп жайғасты. Ендеше таныс болыңыздар. Ерсұлтан Алмахан, Нұрсұлтан Алмахан, қаламызға белгілі рилс мейкерлер, майблогерстар. Ал жігіттер, қош келдіңдер. Қош келдік. Көңіл күй қалай? Жақсы ма? Енді сендерді әлеуметтік желіде соңғы кездері өте көп қаралым жинап, енді осы әлеуметтік желі беттерін өзіңді арнайы іздеп тауып отырмыз. Шынымен де өте ерекше жандар. Енді әрбір майблогердің өзінше бір қолтаңбасы бар десек, бұл екі жігіттің өз алдына енді айтпаса түсінікті. Егіздердің дәл осындай бір салада қызмет атқаруы, тіпті бірдей енді айна қатесіз жаңағы киім киіп, айна қатесіз бірдей контент дайындау, бұның барлығы өз алдына ерекшелік. Ал енді жалпы дәл осы салаға, дәл осы мамандыққа қашан көңіл бөлдіңдер, қашан үйрендіңдер дегендей? Осы салаға келгенімізге уже бір жылдай уақыт болды. Қазір қалада осы брендтермен жұмыс жасап жатыр, кәсіпкерлер, эксперттермен жұмыс жасап жатырмыз. Бәрекелді. Ал демек бір жылдың ішінде қазіргі таңда біраз осындай сауда нүктелерімен әріптестік байланыс орнатып, қаншама рилсті дайындап жатсыңдар, солай ғой? Жұмыс жасап жатыр. Түсінікті. Ал енді дәл осы саланы таңдауға не себепкер болды, кім үлгі болды немесе кім жетекшілік жасады? Осы салаға үлгі болған біздің анамыз. Анам тартты осы салаға. Осы жұмыс жақсы, осыны меңгеріп алыңдар, оқып алыңдар деп бізге. Заманауи. Иә. Түсінікті. Ал енді қазіргі таңда өздерің білетіндей қаламызда да, жалпы республикамызда енді жасыратын жоқ. Мобилография бойынша әртүрлі бағытта контент дайындайтын өздерің секілді мамандар көп. Дегенмен енді әркімнің өзінің ерекшелігі болу керек қой. Сендердің ерекшеліктер неде? Біздің ерекшеліктеріміз егізіміз екеуміз бірге. Бірге. Демек бір алған нүктені барып екеуің бірге түсіресіңдер. Солай ма? Бірге жұмыс жасайсыңдар. Бірге. Былай жеке-жеке тапсырыс қабылдамайсыңдар. Демек бірге қимылдайсыңдар тек қана. Бірге болғанда былай жалпы процесс қалай өтеді, сол жөнінде айтып берсеңдер? Екеуміз бір-бірімізге тапсыра береміз ғой. Иә. Мысалы, бір жұмысты мен алатын болсам, мен босамай қалсам, Нұрсұлтанға тапсырамын. Сондай да? Бір-бірімізге тапсырады, солай. Түсінікті. Енді егіздер әлемі бүкіл енді адамзат баласына қызық қой. Бізге енді сендердің де оқиғаларың қызық болып тұр. Негізі көрермендеріміз байқап отқан шығар, өте ұқсайды бір-біріне. Негізі әлі де шатастыра ма сендерді? Иә, шатастырады. Көбісі шатастырады. Киімі де, сөйлеу мәнері де шынымен. Мен де осы бағдарлама барысында қайта-қайта танысып отырмын. Шынын айтсам, бізде Ерсұлтан сен, Иә, Ерсұлтан. Жақын отырған Ерсұлтан, бізде Нұрсұлтан және былай айтсақшы, осы егіздердің ерекшелігі неде болады жалпы? Осы бала күнінен бір-бірін іздейді деген секілді, бір-бірін ауырып қалса екінші әсер етеді деген секілді. Ондай оқиғалар болды ма? Біз екеуміз ауырып қалсақ, екіншіміз бір күн екен ба, 2 күн екен қайтадан ауырамыз. Міндетті түрде. Иә. Іздеп тұрасың ғой бір-бір. Ал алысқа кетіп қалса қалай болады? Алысқа кетіп қалса білмеймін, былай сезесің. Бір-біріне қатты алысқа кетіп көрген жоқсыңдар ма әлі? Алысқа кетпегенбіз. Тек жақын бір-бірлеріне. Түсінікті. Басқа қалаға барсақ та бірге барамыз солай. Ал енді осындай мобилография бойынша жаңа рилс мейкер деп жатырмыз ғой. Осы кәсіп тұрғыда білімді қай жақтан алдыңдар, кімдер жетекшілік етті осы жайында? Осы білімді Шымкент қаласынан алдық, Перизат Маликова деген өзіміздің ұстазымыз, сол кісіден алдық. Демек заманауи контентті дайындау үшін. Ал енді бізге көрермендерге енді кез келген білім өз алдында енді бір қалай айтсақ болады, әр жаңағы үйретуші осындай Перизат Маликова деген Мәлік қыз ұстазымыз. Түсінікті. Дәл осындай әрбір майблогердің енді өзінше бір қолтаңбасы болады, ерекшелігі болады. Енді бір құпиясымен бөлісе аламыз ба, бір-екі? Сәтті контент дайындаудың құпиясы не негізі? Сәтті контент құпиясы монтажында бола ма, немесе алған кадрларында ма? Монтажында болады, кадрларында болады. Әркімнің бояуы бар ма өзі? Иә, әркім өзінің почеркісі болады. Содан байқайсың да қазір. Түсінікті. Енді былай жазайықшы, негізі бұл видео дайындау үшін енді біз барлығымыз білетіндей, бұл мобилограф десек, енді керемет үлкен бір сәттен жинақтап бір минуттық, 1 минутқа жетер-жетпес рилс дайындайтын маман. Енді 1 минуттық видео дайындау үшін қанша уақыт кетеді? 1 минут видео дайындау үшін бір 30 минут кетеді шығар. 20 минут, иә. Әртен кадрлар жинап аламыз. Монтаждау үшін 20 минут, осы 20-30 минут кетеді. 20-30 минут кетеді. Түсінікті. Енді былай жасайық жігіттер, қазір телефон жанымызда бар ғой, иә? Иә, бар. Бізде Нұрсұлтанға арнайы тапсырма берейік. Біз енді қазір Ерсұлтанмен әлмен сұхбаттаса береміз. Осы жерде біз студияда жан-жағымыздан түрлі ракурста алып контент дайындап берсең бізге. Бола ма? Болды. Жарайды, ендеше саған сәттілік тілейміз, иә? Студентте былай да былай. Мінекей қымбатты көрермен, дәл осылай бүгін бізде бағдарламамызда эксклюзив қаламызға белгілі рилс мейкер, мобилограф Нұрсұлтан Алмахан өзінің бір ерекше біз үшін видео контентін дайындамақшы. Енді бұндай процесс бізге де қызық негізі. Енді Ерсұлтан бүгінде осы мобилограф мамандарға деген қала тұрғындарының көзқарасы қалай? Енді бұрындары барлығы ойлайды ғой, енді бұл қолжетімді нәрсе, оңай емес пе, телефонға түсіріп ала салу деген секілді. Қазір енді қалай қабылдайды? Қазір көбісі жақсы қабылдап бастап жатыр, Түркістанға енді келіп жатқан екен бұл сала.
Енді мобилография қазір енді өздерің білетіндей өте табысты кәсіптің бірі. Ал енді жаңа бағдарлама барысында айтып қалдық, қаламызға белгілі сауда брендтерімен байланысамыз деп. Нақтырақ айтсақ, қанша сауда брендімен тағы қазір жұмыс істеп жатсыздар? Так, ұлттық бренд несімен Бикеш Санимен жұмыс жасап жатырмыз қазір таңда. Одан мужской одежда бар, асыр магазині бар. Солармен жұмыс жасап жатыр қазір. Демек, көбірек осы модельдік тұрғыда, иә? Аха. Бизнес әлемінде өзінің орны қалыптасқан сауда нүктелерімен осы байланыстасыздар. Түсінікті. Ал енді келесі кезектен өзінің жеке тұлғалық образ үшін де тапсырыс беретін кісілер бар шығар. Иә. Мысалы, ол кісілермен қалай жұмыс жасайсыздар? Ол кісілермен жолығып, кездесіп, өзінен шығарып, солай жұмыс жасаймыз сценарий. Түсінікті. Ал енді бүгін бағдарламамызды арнайлап жасанды интеллект деп жатырмыз. Өзің білетіндей, енді сенің замандастарың барлығы енді қазіргі таңда жасанды интеллект белсенді пайдаланады. Ал өздерің жиі пайдаланасыңдар ма? Жоқ. Мүлдем. Мысалы енді қазір әсіресе мобилографтар, кейбір тіпті фильм сценаристеріне дейін жасанды интеллект арқылы қолдан жасалған сценарийлер алуға болады екен. Ол секілді бір дайын сценарий алған кездер болған жоқ па? Кейбір кезде болды. Кей кезде болады, аха. Осындай видео жасайықшы деген. Демек, сендердің ойларыңа келген идея сонда болуы мүмкін. Иә. Түсінікті. Ал енді келесі кезекте ең негізгі тақырып, енді мобилограф десек, енді ең алдымен өзінің қолында сапалы камерасы бар, қымбат гаджеті бар, жан елестейді. Ал сендер қандай телефонмен, қандай гаджетпен жұмыс істейсіңдер? Кәдімгі мысалы өзімізде iPhone 13, осымен ақ қазір жақсы табыс тауып жатырмық. Сізде iPhone 13? Иә. Ал Нұрсұлтанда? Нұрсұлтанда да 13. Екеумізде бірдей. Енді артықшылығы неде, кемшілігі не дегендей? Артықшылығы қазір көбісіне жастарға айтатыным. Осындай телефон 11 болсын, 12 болсын, 13 болсын, осы телефонмен жүріп мобилография арқылы табыс таба алады деп айта аламын. Демек, негізі мобилография жалпы табысты кәсіп қой, иә? Табысты кәсіп. Енді құпия болмаса, бір айда қанша табасыздар? Құпия болмаса, нақты цифра қажет жоқ, шамамен. Шамамен 700-дей. 700 мың табуға болады, иә? Иә. Мінекей, негізі бұл егіз болғанның арқасында ма, жоқ, жеке мобилографтар таба ала ма солай? Жеке мобилографтар да таба алады. Біздің бастағанымызда енді 2 ай болды. Бірге жүргендерің, иә? Аха. Түсінікті. Ал енді бізді көріп отырған дәл осындай енді қазіргі таңда заман талабына сай бүкіл жастар қазір мобилограф болғысы келсе қателеспейміз негізі. Барлығы да видео түсіргісі келеді, өзінің керемет көңіл күндерін немесе бір оқиғаны отбасында болып жатқан той жиынды міндетті түрде түсіргісі келеді. Оларға қандай кеңес берер едіңдер? Мысалы, Нұрсұлтан қазір түсіріп болдың ғой сен, е? Монтаждай берсең болады, монтажға кірісе берсең болады. Ерсұлтан, енді сен телефонды алып маған көрсетші, негізгі алғашқы қадамдар қалай болу керек, біздің енді көрермендерге де құлақ қағыс болсын. Мысалы, камераны ашқан сәтте камерамен жұмыс істеу керек шығар, мүмкін камераның... Иә. Бірінші камераны видео түсіретін кезде ма? Иә, видео түсіретін кезде. Мысалы, біз енді қолымызға аламыз, алдымызда болып жатқан дүниені осылай ректі басамызды түсіре береміз. Иә, көбісі бүйтіп түсіре береді. Аха, айналаның бәрі олай емес қой. Неге мән беруіміз керек демек? Бірінші ең алдымен камераны ашқаннан кейін камерасын түсіртеміз. Осыдан басталады. Камерасын түсіртеміз. Видео анық шығу үшін, өзімізге де сапалы контент түсіру үшін де. Қандай қосымша пайдаланамыз немесе арнайы? Камераны жаңа настройкасы деп жатамыз ғой, арнайы бақылауларын дұрыстаймыз, арнайы. Камераға қарап, осылай түсіріп бастаймыз. Ал ракурс таңдауда, кадр таңдауда қалай? Неге мән беруіміз керек? Камера қисайып кетпеу керек деген секілді. Иә, кәдімгі өзіміз не істейміз ғой. Көзбен өлшеу керек па? Кәдімгідей. Дірілдетпеу керек, е? Екі қолмен былай. Осылай. Енді кейбір мобилографтар біз енді шыны керек телефонды былай тез қаратып алып жүретіндерді көреміз ғой көбірек. Ол нені білдіреді сонда? Өзіне ыңғайлы. Өзіне ыңғайлы. Аха, көбісінде. Монтажға келген сәтте кадрды тез қаратып ала салады, е? Иә, тез қаратып ала салады. Демек, ең бастысы бұл телефонда кадр дірілдемеу керек. Осы ең маңыздысы. Түсінікті. Видео качество болса да видеода анық шықпай қалады. Ол кезде былай дірілдетіп түсіретін болса. Әрине, жарамсыз болып қалады. Түсінікті. Енді келесі кезекте сұрағым келетін, ең алғаш сендер түсірген, сендер дайындаған контент қандай еді? Ең алғаш сендер дайындаған контент? Просто магазин түсіргенбіз біз. Магазин. Қалай еді енді? Өздерің көңілдерің шықты ма? Сол кезде бірінші бастама үшін басқаша шығар, қазір басқаша шығар? Қазір басқаша, иә. Демек, ең алғаш дүкен түсіріп бастадыңдар, солай ғой? Иә, мужской одежда түсіріп бастағанбыз. Ерлер киімін, түсінікті. Ал енді кеше байқап қалдық, енді сендер мобилографта тек қана камераның сыртында жұмыс істейді ғой. Сендер тіпті камераның өзінде, яғни кадрда да барсыңдар, актер ретінде, модель ретінде, солай ғой? Иә, солай. Демек, егіз болғандарың үшін де үлкен артықшылық бар ғой? Иә. Ал енді сендерді модель ретінде жұмыс істеу үшін, шақыру үшін жеке келсе керек па? Иә, жеке келсеміз.
Бәрекелді, түсінікті. Ал енді өздерің білетіндей, биыл енді 2025 жыл жаңа жыл деп жатырмыз, жаңа мүмкіндіктер деп жатырмыз. Оның үстіне дәл осы сала қазіргі таңда қарыштап күннен күнге дамып жатыр ғой. Биылға жоспарларың қандай негізі? Биылға жоспарымыз личный брендімізді дамыту, өзімізді. Жеке бренд қалыптастыру. Өзімізді танымал. Дәл осы егіздер. Иә, егіздер, аха. Негіз қаламызда сендерден басқа егіз мобилоктар бар ма екен? Егіз мобилоктар жоқ. Көрген жоқпыз вообще. Аха. Түсінікті. Осы Қазақстан бойынша да көрген жоқпыз. Қазақстан бойынша да тіпті, Иә, мобилогерді көрген жоқпыз. Бірақ блогер жігіттер бар ғой. Блогер жігіттер бар, аха. Түсінікті. Мінекей қымбатты көрермен, Түркістан қаласының, Түркістан облысының тумалары Ерсұлтан, Нұрсұлтан, Алмахан дәл осындай қос бірдей біздің егіз жігіттер өздерінің контентін дайындап, жалпы Қазақстанда дәл осындай мобилография бағыты бойынша өздерінің жеке бір брендін қалыптастырғысы келеді. Әрине біз сіздерге сәттілік тілейміз. Енді келесі кезекте сіздер жұмыс істеген ең ірі жоба, ең бір қиын жерлер деген секілді ғой. Қандай сәттер болды? Ерекше есте қалған дегендей. Жұмыс барысында ма? Жұмыс барысында. Ондай асау болған жоқ. Андай, в общем, қиын болған жоқ. Бір қалыпты, үйреніп қалғансыңдар. Иә. Өзімізге, негізі, өзімізге оңайлатып алғанбыз біз жұмыстар. Ыңғайлы. Аха, оңай. Түсінікті. Жаңа айтып қалдық қой, қазірше қолымызда iPhone 13. Енді қазірше деп айтып жатырмын, әдейі. Өйткені қазір өздерің білетіндей, осы бір iPhone-ның дамылсыз, тоқтаусыз шығып жатыр, неше түрлі буындары. Енді алдағы уақытта ауыстырамыз ба смартфонды? Ауыстырамыз, иә. Ауыстырамыз ғой, Құдай қаласа. Негізі бұл неге байланысты? Ауыстыру үшін, ауыстырғаннан кейін камера... Качество байланысты. Камера сапасы артады ма? Иә, сапасы. Памятқа да байланысты деген нәрселер. Түсінікті. Бізде контент дайын болды ма, Нұрсұлтан? Аха, иә, қазір музыка қою керек маған. Қалаған музыканы қоя берсең болады, дауысын шығарып. Негізі қызық, өйткені дәл осындай ортада тіпті кадрлар жинау үшін 5-10 минут кетті. Оны монтаждау үшін 5 минут жеткілікті ма? 5 минут немесе одан да қысқа уақыт монтаждау үшін қанша уақыт керек? 5-10 минут қой, 5-10 минутта дайындап беруге болады. Түсінікті. Ал енді қазіргі таңда осы бір жасыратын жоқ, дәл осындай шығармашылық бағыттағы көбірек енді келетін тапсырыстар бұл той жиындардан болуы мүмкін, бас қосулардан болуы мүмкін. Жалпы енді ол жерде қандай неге мән бересіңдер? Адам санына деген секілді өтетін орнына байланысты ма? Адам санына байланысты. Соған бағытталған қарсы айтамыз. Демек, қай жерде болатын? Болатын жиынның кеңдігіне байланысты, локацияға байланысты ғой. Аха. Түсінікті. Енді алдағы уақытта өздерің секілді осындай мобилографияға жаны құмар, осындай бір ерекше кадр дайындағысы келетін жандарды үйрету деген секілді, өз біліммен бөлісу деген секілді жоспарда бар ма? Бар. Ол да бар. Жоспарда. Негізі ондай сұраныс бар ма? Үйретіңіздер дейтіндер? Бір-екеуі бар, сұрап жатқандар. Бірақ әлі ешкімге үйретпедіңдер олай? Үйреткен жоқпыз. Түсінікті. Ал енді негізі егіз бола жеп жұмыс істеген оңай шығар, ыңғайлы шығар. Мысалға, сен білетінді Нұрсұлтан білмеуі мүмкін, Нұрсұлтан білетін сен білмеуі мүмкін дегендей. Иә, мысалы, мен білмейтін Нұрсұлтан болады, Нұрсұлтаннан сұрап аламыз солай. Түсінікті. Және бір оқиғаны екі түрлі ракурстан түсіргеннен кейін барлық детальдар қамтылады. Солай ғой? Иә. Мысалы, ана жер түспей қапты, осындай деген нелер де бар ма деп сұрайсың ғой? Иә. Болыпты жібере салады, осылай. Тамаша, түсінікті. Енді жаңа айтып қалдым, осы бір салаға келуімізге себепкер анамыз деп. Демек, аналардың да осындай видеокамераға жаны жақын ба? Шығармашылыққа? Жоқ, біздің анамыз личный бренд дамытушы, эксперт. Жеке брендті қалыптастырады. Ол кісінің кәсібі қандай? Ол кісінің бағыты? Ол кісінің кәсібі басқа тұғын. Аптека тұғын. Иә? Аптекамен айналысады тұғын. Қазір? Қазір осы личный бренд, наставник. Жетелейді адамдарды кәсіп. Бәрекелді. Демек, сендер де аналарыңа көмектесесіңдер ғой арнайы енді осындай контент дайындау үшін, солай ма? Түсінікті. Ал Нұрсұлтан, қалай болып жатыр процесс бізде? Жақсы. Дайын болып қалды ма? Иә, мінекей қымбатты көрермен, түркістандық дәл осындай. Нұрсұлтан, дайын ба бізде? Иә, мұнан қазір. Қандай программамен жұмыс істейміз? Капкатпен. Капкатпен. Негізі әртүрлі программалар да бар. Барлығымен жұмыс істей беруге болады. Әркім өзіне ыңғайлысымен. Көбісі қазір особенно капкатпен жұмыс жасайды. Тамаша, түсінікті. Мінекей қымбатты көрермен, негізі қазіргі таңда біз кейбір сәттердің қадіріне жете бермейміз ғой. Мысалға біз барлығымыз бірге қыдырып, тау аясына қыдырып қайтсақ, мысалға тауға шығып қайтсақ, контент дайындаған жанның контентінде басқаша, ол демалыс біздің көзімізде басқаша. Кейде өкініп жатамыз, шіркін-ай, қайталанып келмейтін сәттердің осындай видеомен қалып кетпегендігі өкінішті шақтар, естеліктер. Дайын болды ма? Дайын болды ма? Көріп жібересің болады ешті. О, мінекей көрістейік. Ол басқа музыка тапқалы мен. Бас аяғы. Он минутта дайын болған контент.
Иә, мінекей тамаша. Шынымен де небәрі 10 минуттың ішінде дәл осындай керемет контент дайындап шықты. Шынымен де жігіттерге тек қана істеріне сәттілік тілейміз. Олай болса бүгін бағдарламамызға келіп, өздеріңіздің осындай жаңалықтармен бөліскеніңізге алғыс білдіреміз. Енді бізді көріп отырған көрермендерге, болашақ мобилографтарға айтар кеңестерің болса, мархабат. Қазіргі жастарға айтар кеңесім, оқыңдар, білім алыңдар, дамыңдар осылай. Егер осылай мобилографияға қызығып жүретін болса, бізге келіңдер деп айтам. Үйретеміз. Иә. Бизнестеріңіз дамытам десеңіздер де болады. Кәсіпкерлер, бизнесмен қалыптастыру үшін. Иә. Бәрекелді. Ендеше сендерге алғыс білдіреміз, жігіттер, кәсіптеріңе береке тілейміз. Жаңа бағдарлама барысында айтып өткендей, өздеріңнің жеке брендтерін қалыптастырыңдар. Қазақстанда ең алғашқы егіз рилсмейкерлер, мобилографтар ретінде өз есімдерін қалдыруларына тілектеспіз. Қымбатты көрермен, эфирде жаңа толқын бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Иә, енді келесі кезекте тікелей эфирде біз сіздерге тағы бір ерекше құнды ақпаратпен бөлісуіміз келеді. Неге десеңіздер, қазақтың терең мәдениеті мен біздің бай өркениетіміздің нағыз көш басшысы, қолтаңбасына айналған саласы, ол әрине ұлттық қол өнеріміз. Себебі ұлттық қол өнерінің қазақ халқында тарихы тереңге жайылғандығы белгілі. Солардың бір түрі құрақ туралы әңгімелеспекшіміз. Себебі бұл өнер тек қана әдемі емес, сонымен қатар тарихи мәнге ие. Нұрсұлтан, дұрыс айтасың. Сонымен қатар құрақ тігу халқымыздың шеберлігін, шығармашылық қабілетін көрсететін ерекше өнер түрі десек те болады. Құрақтың әрбір элементі мен түсі белгілі бір мәнге ие. Сонымен қатар құрақтан жасалған бұйымдар қазақ халқының тұрмысында маңызды рөл атқарып жатыр. Мысалы, құрақтан жасалған жастық, көрпе, киімдер отбасы мен ошақтың ырысын арттырып, берекесін кіргізіп, жалпы үйді көркемдеген. Ал енді құрақ тігудің өзі өнер ретінде қалай дамығандығын көбісі біле бермеуі мүмкін. Әрине, құрақ тігу өнері өте бір ежелгі дәстүрге ие, тіпті қазақ халқының көшпенді тарихының өзінде де өмірінде де әртүрлі түсті мата қиындықтармен құрақтар тігіліп, ол ең алдымен практикалық мақсатты да көздеген екен. Ал қазіргі таңда бұл өнер бұйымдарда әсемдік, сән және мәнерлік жағынан да жаңа бір деңгейге көтерілді. Бүгінде құрақ тігу мен құрақтан жасалған бұйымдар әлемге танылып жатыр. Қазақстанда ғана емес, шет елдерде құрақ қол өнері үлкен сұранысқа ие. Мысалы, бұл өнер түрі халықаралық көрмелерде көрсетіліп, қазақ мәдениетінің белгілі бір бөлігі ретінде қалың көпшілікке таныстырылды. Енді әңгімемізді қорыта келе, құрақ тігудің тек қол өнері емес, қазақ халқының рухани мұрасы екенде атап өткім келеді. Енді әрбір тігіс, әрбір түстік шешім қазақтың ой санасы мен терең дүние танымында көрсетеді. Елімізде Гиннестің рекордтар кітабына енген құрақшы әже тұратын. Мінекей қымбатты көрермен, дәл осындай ерекше өнерді бойына сіңіріп, қалың көпшілікке, өскелең ұрпаққа үлгі еткен дәл осындай жан жайында арнайы дайындалған бейнематериал бар. Және бұл бейнематериалды бізге ұсынған Жетісу телеарнасы. Алдағы уақытта Жетісу телеарнасы мен Түркістан телеарнасының арасында шығармашылық байланыс болады. Олай болса, біздің жетісулық әріптестеріміз дайындаған бейнематериалға кезек берейік. Астананың төріне мені апарған құдіретті өнер. 5 саусақтың күші ғой, қарағым, айтпаса, ол жерге мені не үшін барар едім? Көрейік, халыққа көрсетейік білгенімізді деп бардық. Өнерлінің өрісі кең Тұмар бала апа Астананы тұңғыш рет 90-ға таяған шағында көріпті. 5-ші дүниежүзілік көшпенділер ойыны өткеніне 2 ай. Әлі күнге әңгімесі аламан құрақ жобасы үйіне келген кеткендер Гиннес рекордтар кітабына енген көрпесін көруге құштар. Бір түсте бір техникамен тігіліп Астана төрінде жайылған 450 көрпенің бірі Тұмар бала апаның туындысы. Көрпені көтеріп бардық. Одан кейін халықты көрдік, өзіміз сияқты. Халық дегенің, олар да біз сияқты бір-бір көрпесін құшақтап жеткен қазақтар. Олардікі де жақсы, үйлесімін айтсашы бұлардың. Бір қолдан шыққандағы үйлестіріп жерге жасап салғанда, қарап тұрсам біреуінің үстіне шығып қапты, кеме қапты ыңғайы. Әгін ыңғайластырайын деп барып, ыңғайластырып қарасам, жалғыз өзім ортасында қалқаппын. Ойбай, шіркін-ай, мынау қандай бақ деймін маған. Мұнан мен өзім ғана әкелгендей. Ана жерден шықсақ та, мына жерден шықсақ та, апа 5 минут тұра тұршы, суретке түсіп алайық деген елдер болды. Әсіресе шетелдіктер. Құрышын келтіріп, дұрыстап. Тұмар бала Сәлекеева Ақсудың тумасы, шебердің қолы көпке ортақ деген. Ел ішінде Томатай апа атанып кеткен. Көпке танытқан да осы қол өнері. Инежіп пен қайшыны ескіре жанына серік етіпті. 8 оқып бітіріп қалдық, шешем аурушаң болып, арғарай оқып, онды бітіремей қалдым. Соның кейін, әйтеу Құдайдың берген осы қолының өнері, нәски тоқыдық, шәлі тоқыдық, қыздардың жасауын жасадым.
апаларға жақ тігіп бердім. Ол кезде кимешек дегенді елдер білмейді ғой. Сонды шытыра деген болады, жаққа салатын кәдімгідей басқа өрнек. Томатай апа қосағы Серік Сәлекеевпен ауыл шаруашылығында еңбек етті. Президент айтқан адал адам, адал еңбек, адал табыс қағидасына сай өмір сүрген жұп. Ақ адал некеде 7 бала өсірді. Ұлдары әке, қыздары шеше жолымен келе жатыр. Осы кісінің үйреткенінің арқасында осы 2023 жылғы үлкен аламан құрақ жобасына қатыстым. Астана қаласында рәміздер күнінде өтті. Ең алғашқы керемет бір әсер алған күнім болды. Одан кейін биыл 24 жылы қыркүйек айында осы шешем телевизордан, жаңалықтардан көріп, осы тағы да аламан құрақ жобасы болады екен деп айтқаннан кейін осы жобаға екеуміз де қатыстық. Менің шешем ең үлкен, бүткіл Қазақстан бойынша ең үлкен жас 86 жастағы менің шешем барды. Осыған өте қатты қуандым. Тұмарбалы апа ұлттық қолөнер қазақ әйелінің құты деп санайды. Ұмытылмауына, ұлықталуына ат салысып келеді. Әулетіндегі қыз келіндерді немере бүгінде тіпті шөберелердің алдың баулыды. Ал 2025 жылы Алматыда өтетін тағы бір аламан құраққа дайындық үстінде. Құрақ деген қазақ үшін қасиетті. Ол құрақтай құрал, бірік деген сөз. Бірлік болса тірлік болады деген сөз міне. Сосын құралып жатырмыз, тіріліп жатырмыз, бірігіп жатырмыз. Тікелей хабарымызды әрмен қарай жалғастырамыз. Қымбатты көрермен, дәл осылай қазақтың ерекше өнерін қалың көпшілікке бүкіл әлем алдында танытқан әжемізге әрине алғыс білдіреміз. Себебі құрақ құрау кім-кімге болсын оңай дүние емес. Себебі бұл ең алдымен табиғи қабілет, одан кейін нағыз ұшқыр математиканың нағыз көрсеткіші. Дұрыс айтасың, Нұрсұлтан. Сонымен қатар енді қымбатты көрермендер, дәл қазір біз сіздердің назарларыңызға әлемдегі қызықты ақпараттар легінде ұсынғымыз келеді. Енді әлемдегі ең ақылды адамдарды атап өтсек, алғашқы кезекте біз Альберт Эйнштейн есімі тұр екен. Оның ерекше дарындылығы мен ғылымға қосқан үлесі ғаламшарымызға кеңінен белгілі. Оның IQ деңгейі 160-қа жуық болған екен. Ол уақыт пен кеңістік теориясын құрып, әлемді жаңа көзқараспен танытты. Шынымен де Эйнштейннің есімі әрдайым зияткерліктің символы болып қала береді. Бірақ оған қоса тағы бір керемет адам бар. Мэрилин Воссавант, ол 228 балмен әлемдегі ең жоғарғы IQ көрсеткішін тіркеген әйел ретінде Гиннестің рекордтар кітабына енген екен. Бұл дегеніміз оның ақыл ойы кез келген математикалық есепті немесе логикалық тапсырманы шешуде ешқандай да қиындыққа ұшырамайды деген сөз. Енді өнер мен ғылымды біріктірсек, Леонардо да Винчи есімі еске түсетіні анық. Ол тек суретші ғана емес, ойшыл әрі инженер. Математикта болған екен, оның Мона Лиза мен жаңалық адам сияқты туындылары әлемді тамсандырғаны сөзсіз. Бірақ ол сонымен қатар көптеген ғылыми идеяларды ұсынған адам ретінде тарихта қалған жан. Келесі кезекте әлемдегі ең ақылды адамдардың бірі ретінде мына бір адамды атап өтсек те болады. Ол Терри Тау. Ол математикадан ғажап қабілетімен танылған австриялық математик. Оның IQ деңгейі 230-ға жеткен. Ол тек 2 жасында ән тыңдап отырып, музыкалық ноталарды танып, 9 жасында алғашқы жоғары деңгейдегі математикалық формулаларды шығарған. Сонымен қатар енді көпшілігімізге танымал тағы бір ақылды адам Стивен Хокинг. Ол физика және космолог өзінің қара тесіктер теориясымен әлемге әйгілі жан десек те болады. Оның IQ деңгейі 160 болған, бірақ оның ғылымға қосқан үлесі бізге тек физика мен астрономияның құпияларымен ғана емес, адамның шексіз мүмкіндіктерін де көрсете алады. Шынымен де қымбатты көрермен, әлемде осындай ұлы адамдардың болуы бізді үнемі шабыттандырады. Олар тек өз салаларында ғана емес, бүкіл адамзатқа үлгі боларлықтай үлкен іс атқарды. Шынымен де енді бүгінгі күнде өзінің ақылымен, ғылымымен, тарихта қалып жатқан осындай IQ жоғары адамдарымыз дәл қазіргі уақытта да көп десек те болады. Негізі бұл тарих бетінде қалмаған күннің өзінде, өзінің тұрғылықты мекенінде бүкіл өзінің жерлестері үшін, отандастары үшін ерекше еңбек сіңірген ақылды жандар да бар. Яғни әлемдегі ең адамдар тізімінде де дәл осындай жандардың болуы, ол әрине жазылмаған заңдылық. Нұрсұлтан, дұрыс айтасың. Енді әлемдегі ең бай адамдар тізімінде кімдер бар екен? Енді бізге де қызық, сонымен қатар тек қана бізге емес, біздің көрермендерімізге де қызық екендігі рас. Сондықтан да қымбатты көрермендер, біз сіздердің назарларыңызға әлемдегі ең бай адамдардың тізімі тізбектелген бейне материалды ұсынамыз. Әлемнің ең бай адамдарының алғашқы үштігіне өзгеріс енді.
Француз сәнді концернінің иесі Бернард Арно Bloomberg Millionaires Index нұсқасы бойынша әлемдегі ең бай адамдар рейтингісінде 4-ші орынға түсіп, Марк Цукерберг және тағы американдық 2 миллиардерге есе жіберіп тұр. Соңғы мәліметтер бойынша Арноның байлығы 185 миллиард долларды құрайды. Ал Цукерберг 188 миллиард долларының капиталымен 3-ші орынға көтерілді. Бір күн бұрын Арноның байлығы 184 миллиард долларға, ал Цукербергтің байлығы 183 миллиард долларға бағаланған. Осылайша Арно американдық кәсіпкерлерге жол беріп, үздік үштіктен шығып қалды. Рейтингтің 2-ші орнында 193 миллиард долларлық байлығы бар Amazon негізін қалаушы және бұрынғы бас директоры Джефф Безос тұр. Ал 1-ші орында 235 миллиард долларлық капиталы бар Илон Маск. Ал тізімдегі 5-ші орында Microsoft негізін қалаушы Билл Гейтс алады. Оның байлығы 154 миллиард долларды құрайды. Айтпақшы, Bloomberg мәліметтері бойынша Temu және Pinduoduo маркетплейстерін қамтитын қытайлық PDD Holdings иесі Колин Хуан жақында Қытайдағы ең бай адам болып танылды. Ол әлемдегі ең бай адамдар рейтингісінде 25-ші орында. Қазіргі уақытта оның байлығы 48,6 миллиард долларға бағаланған. Хуан пандемияның басында байлығы күрт өскен ковид миллиардерлердің қатарына жатады. Мінекей қымбатты көрермен, жер бетінде дәл осында ерекше бай адамдар да бар екен, тура мағынада, әрине материалдық тұрғыда. Сондай-ақ негізі тағы бір қызықты дерек, жер бетінде енді бүкіл әлемдік пандемия кезінде, әсіресе ковид ауруының кезінде жер бетінде әлемдік деңгейде тағы да бір 8 миллиардер пайда болған екен. Мәселен, енді бұл жаңалық өте бір қызықты жаңалықтардың бірі екен, пандемиядан кейін пайда болған деген. Сонымен қатар енді дәл осы тұста біз көрермендеріміздің назарына тағы да бір қызықты ақпараттарымызды ұсынғымыз келеді. Ол әрине адамның күлкісіне байланысты. Күлкі адамның психологиялық және физикалық денсаулығына жағымды әсер ете алады. Енді күлкі кезінде адамның денесіне оттегі көп түседі. Бұл жүрек, қан тамырлары мен иммундық жүйені нығайтуға да көмектеседі екен. Зерттеулер көрсеткендей, күлкі адамның стресс деңгейін төмендетіп, көңіл күйін жақсартып, тіпті ауыртпалықты да жеңуге де әсер ете алады екен. Сонымен қатар жалпы күлкі денедегі эндорфиндердің бөлінуіне әсер етеді, ал олар біздің бақытты болуымызға негізгі себеп. Күлкімен жақсы көңіл күй, депрессия, мазасыздық секілді психологиялық аурулардың алдын алуға да көмектеседі. Күлкі адамның денсаулығына пайдалы әсері туралы тағы да бір қызықты деректер бар. Америкалық ғалымдар бір зерттеуде, егер адам күніне 15 минут күліп жүрсе, оның өмірі 2-3 жылға ұзарады дегенде наным сенім бар. Бұның себебі күлкі кезінде иммунитет күшейіп, ағзаның жалпы жағдайы да жақсарады екен. Сонымен қатар күлкі адамдардың арасындағы қарым-қатынасты жақсартады. Күлген кезде біз бір-бірімізбен байланыс орнатамыз. Бұл достық пен сүйіспеншілікті арттырады. Ал позитивті қарым-қатынас өз кезегінде біздің психологиялық жағдайымызды жақсартады. Күлкі шынымен де өмірдің дәмін арттырады. Тағы да бір қызықты дерек, күлкі адамның миындағы стрессті тудыратын гормондардың деңгейін төмендетіп, денеде бақыт гормонын эндорфиндердің бөлуіне де септігін тигізіп жатады. Бұл адамды тек жақсы сезіндіріп қана қоймай, өміріне жаңа энергия мен қуат та бере алады екен. Сондықтан да күлкі біз үшін ең жақсы дәрі деп, қымбатты көрермендер, біз сіздерге ақыл кеңесімізді айтамыз. Шынымен де күнделікті кем дегенде өзіңіздің 5-10 минутыңызды езуіңізді тартып, ерекше көңіл күй сыйлап, өйткені қазіргі таңда әлеуметтік желі дамыған заман, әлеуметтік желі бетінде түрлі қызықты бейнелер бар, ең кем дегенде. Сол үшін де қашанда өзіңіздің көңіл күйіңізді керемет күлкімен, жағымды әуенмен толтырыңыз. Шынымен де күлкімен қатар әуен де адамдардың өміріне бір бақыт гормонын береді десек те болады. Сондықтан да қымбатты көрермен, біз сіздердің назарларыңызға әсем ән ұсынамыз. Қымбатты көрермен, эфирде жаңа толқын бағдарламасы өз жұмысын әрмен қарай жалғастырады. Біздің қонақжай студиямызға кезекті меймандарымыз да келіп жайғасты. Таныстыра өтейін. Айолы Момахан және Ботағаниева Төле би атындағы номер 19 мектептің қазақ тілі және әдебиет пәнінің мұғалімі, сонымен қатар шәкірті. Қош келдіңіздер біздің студиямызға. Көңіл күйлеріңіз қалай? Қош көрдік. Көңіл күйіміз өте жақсы. Керемет. Өйткені бұл Алланың бізге берген сыйы деп ойлаймын. Келіп сұхбат беру екінің маңдайына бұйыра бермейді. Сіздерге де рахмет. Қуаныштымыз. Енді ең алдымен өздеріңізді таныстыра өтсеңіздер, сізді өзіміз ұстаз деп таныстырып жатырмыз ғой. Қанша жылдан бері осы салада жүрсіз және неліктен бұл мамандықты таңдадыңыз? Негізі мұғалім мамандығын таңдау ол ойдан
құрастырыла салатын нәрсе емес. Оған алдын ала дайындық керек. Менің өзімде анам мұғалім болған. Мүмкін сол баспалдақты мен де көрген шығармын. Сондықтан осы қазақ тілі әдебиеті пәнінің мұғалімдігін таңдадым. Бұл мамандық ең бірінші осы Түркістандағы халықаралық қазақ түрік университетін 95-99 жылдар аралығында білім алдық. Қазір осы Төле би атындағы нөмір 19 жалпы орта мектебінде 2004 жылы ашылды мектебіміз. Сол 2004 жылдан бастап сол мектепте қазір 20 жыл көлемінде осы мектепте қызмет атқарып келе жатырмыз. Саған 20 жылдан бері ұстаздық салада жүрсіз ғой, керемет. Енді көптеген сонымен қатар көптеген жандарды шәкірттеріңізде тәрбиелеп шығарған шығарсыз деген ойдамыз. Енді өзіңіздің шәкіртіңізбен де таныса өтсек, Аяулым, өзіңді таныстыра өтсең. Сәлеметсіздер ме? Менің есімім Аяулым. Бүгінгі телеарнаға шақырып отқандарыңызға үлкен алғысымды білдіремін. Мен мұғалімім Ботапай бұрыннан осы 8-ші сыныптан бері бізге білім беріп келеді. Бұл ұстазыма үлкен алғысымды білдіремін, себебі қаншама биіктерге, белестерге мені жетелеп жүр. Өзімнің қатарластарым алдында көптеген жетістіктерге жетіп, оның өзі маған үлкен абырой. Өте керемет. Көптеген олимпиадаларға қатысып, көптеген жетістікке жету мен үшін үлкен мәртебе ғой. Сонымен қатар енді неліктен қазақ тілі мен әдебиетке бет бұрдың өзіңе? Мен негізі кішкентай кезімнен сурет салғанды жақсы көретін едім. Бірақ апайымның баулуына байланысты мен ойым өзгерді. Өйткені бұл пән өзіміздің неге тілімізді дамытпасқа, неге ары қарай оны басқа елдерге танытпасқа деген сияқты менде ой туды. Мен өзім басқа қалаларға саяхат жасаған ұнатамын. Мен соңғы рет осы Алматы қалаларында болдым. Сол қалаларға барған кезде жалпы менде көп оқушылардың барлығы сұрайды. Сен неге өзің сурет салған жақсы көресің, суретті де жақсы саласың, неге сен қазақ тілі әдебиет таңдап отырсың деген сұрақ осы көп келеді маған. Бұл сұраққа менде жауап беру өте қиын, бірақ алда ойлаймын енді. Бәрібірде болашақта өзің қазақ тілі және әдебиет пәнін таңдағың келеді ғой, иә? Неліктен енді қазақ тілі әдебиетін пәнін таңдағаннан кейін мамандықты да таңдау керек қой? Журналист боласың ба, жоқ әлде өзіңнің ұстазың секілді ұстаз болғың келеді ма? Ұстазым жолын қуып, мұғалім болғым келеді. Демек, оқушылармен жұмыс жасағың келеді ғой, иә? Енді Бота ханым, өзіңіз енді Аяулым жөнінде айта өтіңізші, шәкіртіңіз жөнінде нешінші сыныптан бері олимпиадаларға қатысып жүр, өзіңіздің көзқарасыңызды айта өтсеңіз. Мен бұл қазір 9-шы сыныптың оқушысы. Мен 8-ші сыныптан бастап алдым бұл қыздарды, оқушыларды. Сол 8-ші сыныпта олимпиадаға дайындадым. Көп уақыт дайындалған жоқ, өйткені бұл кісілерді енді ғана алған болатымын. Сөйтіп қалаға қатысты, қаладан 2-ші орын алды. 2 күн дайындалды. Ашығын айтқанда 2 күн дайындалды. 2 күннің нәтижесінде 2-ші орын алды. Осы қыздан шығады екен болашақта деп, соны ары қарай жетілдіріп, биыл қаладан 1-ші орын алды, облыстан орын алды. Сөйтіп сол берген тәрбие, жаңа берген білімді бұл өзіне миына қондырып ары қарай жетілдіре білді. Керемет, бірден меңгеріп алып кетті дейсіз ғой. Керемет. Енді Аяулым, өзіңе сұрақ қоя өтейінші. Өзің енді қазақ тіліндегі қандай шығармаларды жақсы көресің, қай шығарма өзіңнің жүрегіңе жақын? Маған қатты ұнайтын шығарма жалпы осы 90-да өткен Құлагер поэмасы болды. Өйткені Құлагер поэмасы өте трагедиялық жолмен жазылған шығарманың бірі болып табылады. Бұл шығарманы Ильяс Жансүгіров атамыз жазар кезде өте өзінің күйге арнап жазған, жалпы күй өнерін қатты сыйлаған кісі болған. Ильяс Жансүгіров осы күй жайында жазған шығармалардың бірі осы Құлагер поэмасы ең ауқымды поэзиялық шығарма болып табылғандықтан мен оны толықтай оқып шықтым, өте қызықты. Жалпы бұл шығармадан басқа көптеген шығармалардың бәрін оқып шықтым. Еңлік кебек, және де басқа Қыз жібек пен Төлеген деген секілді көптеген шығармаларды оқу мен үшін өте керемет, себебі бұл шығармалардың барлығында түйінді ой, және де қыздардың тағдыры, ер теңсіздігі, соның барлығы толықтай айтылады.
Керемет. Енді сөйлеу мәнеріңе қарап отырсам, көп кітап оқитын секілдісің. Өзің жалпы жылына қанша кітап оқисың? Осы күнге дейін қанша кітап оқығансың? Мен кішкентай кезімнен осы анам кітап оқуға жетелеген, сондықтан балабақша кезімнен осы балабақша кезімде 10 кітап оқитынмын. Оның өзінде ауқымды емес, тіліме кішкене үйренікті болу үшін ертегі, қиялға жайып ертегілерді көп оқитынмын. Соған менде қызығушылық басталды ғой. Солай менде 4-ші сыныпта қатыстым жарысқа, солай бірінші орын алғаным есімде. Өте керемет. Енді сонымен қатар олимпиадаға қатысады деп жатырмыз ғой сені. Ал олимпиадаға дайындық барысы қалай жүргізесің олимпиадаға дайындықты? Дайындықты апайымның үйіне барып дайындалдық, себебі бізде мектепте менде көп уақыт болмайды, өйткені кітапханаға барамыз, үйірмеге барамыз деген секілді. Сондықтан апайымның үйіне барып дайындалдым, апайым өзі де шақырды. Бізде көптеген өте мықты дайындық болды, айтарлықтай. Себебі бізге 10-11 сынып, яғни біздің қазір мен 9 сынып оқып жатырмын ғой. Жоғары сыныптардың кітаптарын оқу маған керек болды, себебі біз нақты қандай тапсырма келетінін білген жоқпыз. Сондықтан олимпиадада бізде нақты дайындықпен бару қажет болды. Солай бізде көптеген шығармаларды оқыдым, эссе жазу болды. Солардың барлығына дайындалдық, алып шыға алдым деп ойлаймын. Өте керемет. Енді Бота ханым, өзіңізге де сұрақ қоя өтсем, өзіңіз де осы олимпиадаға дайындық барысын қалай жүргізесіз жалпы? Негізінде олимпиадаға дайындау барысында бірінші баланы анықтай білу керек. Баланы анықтай. Өйткені ол бір бала басқа бейім болады, кейде басқа жаққа бейім болады да. Сондықтан бірінші баланы анықтай білу керек. Ол баланың соған ынтасы бар ма? Содан кейін бар, ол бала ынтасы болған жағдайда ғана ол баланы ары қарай жетілдіру қиын болмайды. Енді ол жерде мына ғана тақырып келеді деген нәрсе жоқ. Ол бүкіл қазақ тілін және бүкіл әдебиетті сол жерде барлығын егжей-тегжейлі үйрету керек. Сонда ғана ол баладан нәтиже шығады. Ал тек қана осыны оқып кел деп тапсырма бере салғанмен одан нәтиже шықпайды. Оны бірінші адамды үйрету керек, жол нұсқау керек. Сол жолға ары қарай өз бала алып кетеді. Негізі 100%-ың ең болмағанда 50%-ын үйрету керек. Бала ары қарай соны өзі үйренсе ғана одан нәтиже шығады. Ал тек қана мұғалімнің айтқанымен шектелсе, одан нәтиже шықпайды. Сондықтан олимпиадаға дайындау оңай нәрсе емес, былайша айтқанда өте қиын. Қазір әдеби кітаптарды оқымайтын кезіміз көбінесе, өйткені интернет дамыды, бәрін интернеттен тауып аламыз. Ал енді аяулымда мен бір мақтайтыным, мына тапсырманы өттім, оны ары қарай жетілдіріп алып кетті, және бұл қыздың да ата-анасы мұғалім. Сондықтан сондай отбасынан шыққан өте білімді, білімге құмартып тұрады дейсіз. Сондықтан ол олимпиадада ол тек қана бір күндік, болмаса бір айлық нәтиже емес, ол қаншама уақыт, қаншама еңбекті талап етеді. Түсінікті. Жалпы енді өзіңіздің қанша шәкірттеріңіз бар? Қанша шәкірт даярлайсыз? Саны жоқ, сансыз. 2008 жылы бітірген оқушыларға класс жетекші болғам. Қазір олардың өздері әр салада жұмыс атқарып жатыр. Осы енді сіздер журналист болғаннан кейін мен бір оқушымдаған айтайын қазір. Ол да сол журналистика саласында Таңшолпанда қызмет атқарып жатыр. Гүлжанат Жорабек қызы деген Ұлжан Мұстапаева апайымыздың қызы. Қазір ол қыз менің класс жетекшісі болғам. Қазір ол қыз сол Таңшолпанда жұмыс атқарып жатыр. Ол да әдебиет таңдаған. Сөйтіп қазір ол сол жерде жұмыс атқарып жатыр. Одан басқа да қаншама шәкірттеріміз бар. Білім саласында мұғалім болып жүрген өзімізбен бірге, медик болып жүргенде қаншама шәкірттеріміз бар. Біз олармен мақтанамыз, өйткені ол біздің берген білімімізді ары қарай алып жетілдіріп, мектебіміздің сонымен бірге бүкіл қазақ елінің қызмет атқарып жатқан жастар. Түсінікті. Енді сонымен қатар енді жыл сайын қанша олимпиадаға қатысасыздар? Жалпы ма? Жалпы. Олимпиадаға, пәндік олимпиадаға осы уақытқа дейін қатыстырғанбыз. Облыстан орын алған, республикадан орын алды. Және онымен бірге ісі оқушыларын атап өтетін болсам, Исман Мадина деген қызым орын алды. Одан кейін Абайтану олимпиадасынан Арабдин Әсел деген оқушымыз орын алды. Сосын бізде Абай оқулары, Мұқағали оқулары бар. Олардың барлығынан
сол Исма Мадинаның інісі бар болатын, Нұрасыл деген балам. Сол 168 өлеңін жаттады Мағжан Жұмабаевтың. Сөйтіп облыстан бірінші орын алды. Мұқағалидың өлеңінен ол да бірінші орын алды сол балам. Ал Құрбан Райымбек деген оқушым бар еді, ол Абайдың бүкіл 45 қара сөзін айтып, ол да облыстан орын алған. Сондықтан мұғалімнің мақтанышы, ол оқушы шәкіртінің жоғары жетістікке жетуі, ол мұғалімнің мақтанышы деп ойлаймын. Дұрыс айтасыз. Енді аяулым және Бота ханым, өздеріңізге бір соңғы сұрағымды қоя өтетін болсам, енді алдағы уақытта қазақ тілін үйренуге қызығушылық танытып жүрген, сонымен қатар үйреніп жүрген жандарға, оқушыларға өзіңіздің бір ой кеңестеріңізді айта өтсеңіздер. Жастарға айтатыным, интернеттің қазіргі жаңа технологияның дамығаны жақсы. Ол өйткені біз заман көшіне ілесіп жатырмыз деген сөз. Ол жақсы, бірақ біз кітап оқуымыз керек. Және де біз интернеттен біле саламыз, қоя саламыз деген болмайды. Ол бірінші кітап оқуымыз керек. Одан кейін жақсы ой ойлай білуіміз керек бірінші. Білімді болу керек. Мен ойлаймын, жарқын болашақтың кепілі ол білімді жастардың қолында. Ал білімді жастар тұрған жағдайда біздің қазақ елінің болашағы зор болады. Сондықтан бірінші Әл-Фарабидің өзі айтқан ғой, кімнің? Жалпы бізде бірінші тәрбие берілу керек. Тәрбие болу керек. Ол ең маңыздысы. Тәрбие, сіз берілген білім апат алып келеді дейді. Сол сияқты бірінші тәрбие болу керек. Сол тәрбиенің жетегінде ары қарай білім болады бізде. Ал енді екеуі ұштасқан жағдайда, онда ол азаматтан ертең азамат не азаматшадан мықты тұлға шығады деп ойлаймын. Түсінікті. Енді аяулым және Бота ханым біздің студиямызға келіп, арнайы уақыттарыңызды бөлгендеріңізге үлкен алғысымды айтқым келеді. Сонымен қатар алдағы уақытта жұмыстарыңызға және оқуыңызға сәттілік тілеймін. Үлкен рахмет сіздерге. Сізге де рахмет. Сіздерге де сәттілік. Енді мен дәл қазір өзімнің әріптесім Нұрсұлтанның жанына қарай ойысып, бүгінгі бағдарламамызды қорытындыласақ. Ендеше қымбатты көрермен, дәл бүгінгі жаңа толқын бағдарламасының эфирлік уақыты да өз мәресіне жетті. Ендеше Түркістан телеарнасы әр шаңырақта қосулы болсын. Жаңа толқын бізбен бірге бір толқында болыңыздар.